Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbimiz Alloh taolani maqtaymiz. Оның ұлықтығын сезінеміз. Бір ғана Аллах тағала құлшылық жасап жалбарынып, одан ғана кешірім өтінеміз. Және де Аллах тағала кімді тура жолға салса, оны ешкім адастыра алмайды, ал кімді адастырса, оны ешкім тура жолға салмайды. Және Аллах тағаладан күнәларымыздың кесірінен, нәпсіміздің жамандығынан, Алла басымыздың амандығын бер деп сұраймыз. Аллах тағаланың игілігі мен сәлемі пайғамбарымыз Мұхаммедке болсын, оның әулетіне болсын, оның сүннетінен ұстап соңынан ерген барша үмбетке болсын дейміз. Бүгінгі тақырыбымыз негізі Аллах тағаладан баршаңызға игілік пен сәлем болсын. Тақырыбымыз біз өлгенге не істей аламыз деген тақырыпта. Өйткені осы тақырыпта көбінесе мұсылмандар арасында даудың біреусі осы болып тұрады. Тіпті кейбір жерлерде жалпы тіпті мақал бар ғой. Өздері айтады, ол мақалдың екі түрлі тұсы бар. Бұл тақырыбымызды солай деп алсақ болады. Өлгеніңді сыйлай біл деген тақырыпты алсақ болады. Өйткені өлі риза болмай тірі баймайды деп қояды, өліні сыйлау керек деп қояды, бірақтан сол сыйлаудың жолдарын білмейді. Біздің көбінесе сыйлауымыз сыйынуға айналып кетеді. Ал өлікке сыйыну ол сыйлау емес, оны қинау да. Ертең оған шынымен де үлкен жауапкершілік беру, өзімізді күнәға алып барамыз. Ертең біз сыйынған өліктердің бәрін Құдай тағала біз сыйынғанымыз үшін олардан сұрақ қояды. Ертең олар да жауап бере алмайды, сондықтан өзімізді үлкен күнәға алып бардық, оларды да үлкен жауапкершілікке кіргізіп қойған болады екенбіз. Өйткені Аллах тағала Құранда айтады, біз білеміз, мысалға қазір осы өлгендер деген кезде көбінесе өлгенді әруақ деп атайтын болсақ, осы әруақтарға сиынып жүргендер бар, оны сыйламай керісінше қателесіп жүргендер бар. Бұл тақырыпқа кішкене мұқият болуларыңызды сұраймыз. Өйткені барған кезде ертең сіздер де біреулерге түсіндірулеріңіз керек. Бұл тақырып сонымен қатар осы тақырып айтқанымыз қазақ жеріндегі мұсылманшылықты ұстаушылардың көбінесе ақидасы осы тақырыпта бұзылады. Ең жиі бұзылатын жері осы әруақ мәселесінде болып келеді екен. Мысалға біздерде айтайық, осы сыйлап жүрміз дейді, мола аралап кетеді, сыйлап жүрміз дейді, барып бір моланың басына түнеп жатады, тілеп жатады. Болмаса Арыстанбап бізден кең талған Қожа Ахмет Яссауи деп қояды. Сыйлап атамыз, оның бәрі сыйлық емес негізі. Сыйласаң сен оның жолымен жүр, дін үйрен деген сияқты оған дұға қыл, одан сен одан жәрдем сұрай алмайсың. Егер оларға сыйынып атқан болатын болса, Аллах тағала ертең қияметте не болатынын бәрін біледі. Кім не істейтінін алдын ала хабарлаушы. Сол Аллах тағала Құранда айтады екен, мысалға христиан өкілдері Исаға сыйынады, ал Иса пайғамбар. Ал біздің сыйынып жүргендеріміз пайғамбарлыққа да татымайды. Сонда сол Исаға сыйынған христиандардың өздеріне байланысты Аллах тағала қияметтің күні болған кезде Иса пайғамбарды сұраққа алатындығын Құранда бізге хабарлаған. Алла Құран айтқан, «Ааңда құлта линнаси тахизуни ва уми илахи мин дунилла». Сен ба деп айтады екен Алла тағала Исаға. Өзіңді және шешеңді Құдайдан бөлек бір сыйынатын құрал ретінде ал деген сен өзің ба дейді екен да. Сен сөйтіп үйреттің ба, маған сыйыныңдар, мен сендерді Құдайға жеткізем, менің шешеме сыйыныңдар, сол шешем арқылы Құдайға жетесіңдер, сол арқылы Құдайдың ризалығын табасыңдар, біз сендердің ортада делдал болып тілектеріңді жеткіземіз деп үйреткен сен ба деген кезде Иса пайғамбар, жоқ, Аллах тағала мен бір ғана өзіңе сыйынуға үйреттім, олар өздері адасты, жазалайсың ба, кешіресің ба, азаптайсың ба, не істейсің өзің білесің деп халқынан қашып кетеді. Егер пайғамбар Иса солай қашқан болатын болса, онда сен қанша сыйынған әруақтардың бәрі оларға тек қиындық алып келсін. Ертең Құдай тағала соларға сыйынғандардың бәрі үшін сұрайды, сен бе едің соларды жарылқайтын, сен бе едің солардың тілегін беретін, сен бе едің ортада жүретін делдал деген кезде, жоқ, Аллах тағала біз ондай айтқан жоқпыз, үйреткен жоқпыз, олар өздері адасты, өздері келді деп келеді. Сол үшін Құранда «Уама лахум бихи мин илм вала ли абаихим» деп Аллах Құранда Кияф сүресінде олардың ол істеп жатқан істеріне өздерінің де ата бабаларының да білімі жоқ дейді. Өздерінің де ата бабаларының да бұл істеп жатқан тірліктерінде білімі жоқ дейді. Шынымен де Аллах тағала қалай дәл айтады Құранда? Олар әруаққа сыйынып жатыр. Ол жайында оларда бір білім жоқ. Неге олай істейсің деген екен, олар не істейді? Соны ақтау үшін
Біз бұлай істеп жатқанымыз ата-бабаларымыз солай істейтін деп ата-бабаларын итеріп қоя салады. Ата-бабаларымыз осы жолда таптық дейді. Ал Аллах Тағала айтады, олардың істеп жатқан тірліктері үшін өздерінің де ата-бабаларының да білімі жоқ дейді. Ондай болатын болса біз негізгі тақырыбымызға көшеміз. Негізгі тақырыбымыз сол өлгенге не істей аламыз деген сияқты. Жалпы бір өлген адамдар туралы айтқан кезде көбінесе ойлап қаламын, бітті, солар өлді, біз өлмейтін сияқты, мәңгі өмір сүре беретін сияқты ойлаймыз. Негізі өзімізде өлетіндігіміз хақ. Әрбір адам ол өзінің өлетін туралы ойлану оған парыз. Аллах Тағала Құранда өте жиі бізге бұйырған, және пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам да «Аксиру мин зикри хази мин лаззат» деп айтып кеткен, адамның рахатын қашыратын өлімді жиі ойлаңдар деп бізге бұйырған болатын. Сондықтан бұл әрбір адам өзінде алдыңғы күнді ойлау керек. Егер бұл өлімді ойлау деген сөз дарғасылып өлу емес, өзің оқ дайындап жүру емес, молаңда қасып қою емес, өлімге дайындалу деген Құдайға жолығатын бір күн бар. Сол күні Аллах Тағала менің өмірдегі бүкіл тіршілігімді сұрақ болады, жастығымды қалай өттім, денсаулығымды қалай пайдаландым, мал дүниені қайдан жинадым, қайда шаштым, Құдайдың бұйырған бұйрықтарын орындадым ба, орындамадым ба, күнәдан тыйылдым ба, тыйылмадым ба деген сұрақ мәселелерінде болып келеді екен. Сондықтан осы нәрсеге дайындалу болып келеді екен. Ондай болатын болса, осы өлікке қатысты біз 20-ға жуықты бір мәселелерді қамтып өтеміз. Оны білулерімізге тиісті болып қалады екен. Біз өлетін адамды сыйлайтын болсақ, бірінші оның өлместен бұрын бастауымыз керек. Ең бірінші, жалпы көп жағдайда араб тілінде мухтадир деп қояды, өлім халіндегі адам. Өлім халіндегі адам. Нақты кімнің қашан өлетінін бір ғана Құдай біледі. Басқа ешкім білмейді. Тіпті сахабалар болған, енді өлем ғой деп қоштасып қалған кезде өлмей қалғандар да болған. Енді өлмейтін шығарым деп ойнап күліп жүрген адамның да өліп қалған кезеңдер болған. Бірақтан көп жағдайда өлетін адамның ахуалы белгілі болып қалады, ол төсек тартады, болмаса үлкен жарақатқа ұшырайды, болмаса үлкен бір сондай қиын жағдайға ұшырайды. Сол кезде біз не істеуіміз керек? Мұсылманның алдында қандай міндеттері бар? Қалай сыйлауымыз керек? Оның біз жөнді жолын білмесек, ол жаңағы керісінше күнә істеп кетуіміз мүмкін. Өйткені ғалымдар айтқан, «Әл-амалу биля илмин джинаятун», ілімсіз амал жасау қылмыс дегенде. Ілімсіз амал жасау қылмыс. Сол үшін әрбір істің алдында білім тұрады екен. Егер біздің көз алдымызда бір адам жан тапсыратындай болып қалған болса, ол бізге жақын бір бауырымыз болса, туған туысқанымыз болатын болса, ол айтып біз жаңағы қан жақындығы болмаса да Құран жақындығы бойынша бір мұсылман бауырымыз болатын болса, онда бізге бірінші шариғаттың үйрететіні тәлқин деп қойды. «Лаққину маутакум ла илаха иллаллах» деген пайғамбарымыздың хадисі екен. Яғни өлейін деп жатқан адамдарыңа ла илаха иллаллахты айтыңдар деп кеткен. Міне біздің бірінші білетіміз осы. Бізде қазақшылықта иман үйру деген нәрсе бар. Адамдар жүреді, өледі, бірақта дәрігер айтады, ал енді жылқың дайындай бер деп үйіне шығарып жүрген кезде, ол бейшаралар не іздейді? Молда іздей бастайды. Не үшін? Иман үйіріп берші дейді. Бірақ иман деген кәмпит емес қой, кез келгенге тарата беретін. Оны өзің әрекет қылмасаң, өзің түсінбесең, ол және болмайды. Және иман үйірген кезде пайғамбар айтады, «Лаққину маутакум ла илаха иллаллах». Ла илаха иллаллахны айтқызыңдар дейді. Ла илаха иллаллахны айтқызыңдар. Бірақ құр айтқызу міндет емес, оның мағынасын түсіндіру керек. Егер оны құр айтқан болатын болса, мағынасын түсінбесе, ол да оны құтқармайды. Неге ла илаха иллаллахны айтқызуымыз керек? Өйткені пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жеткен бірнеше хадис бар осы мағыналас. Бір хадисінде айтады, «Ман кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна». Кімнің соңғы сөзі ла илаха иллаллах болса, ол жәннатқа кіреді деген. Егер сіз сол өлейін деп жатқан әкеңіз ба, бауырыңыз ба, шешеңіз ба, әпкеңіз ба, досыңыз ба, басқаға сондай өлім халіне душар болған кезде осы сөзді айтқыза білетін болсаңыз, ол осы сөзді айтса, онда сізде үміт қалады, жәннатқа кіретін болды деген. Оның мағынасын түсіндіру керек. Және де пайғамбар айтқан, «Ман мата ва лам юшрик биллахи шай'ан дахала жанна» дейді. Кім өлсе, Аллахқа серік қоспай өлсе, жәннатқа кіреді дейді. Ла илаха иллаллах бір Аллахқа сенуді үйретеді. Сондықтан айтуымыз керек екен, жаны шығып барған адамға сен ла илаха иллаллах деп айт. Бір ғана Аллах Құдайға сиынатын біл. Аллахтан бөлек нәрсеге сиынған болатын болсаң, кешірім сұрап қал. Бір Аллаға сиын. Ислам шариғаты бойынша өлгенге сиынуға болмайды, пайғамбарға сиынуға болмайды, күнге сиынуға болмайды. Оның бәрі жаратылыс, ал құлшылық тек қана жаратушы Аллахқа болады деп түсіндіруіміз керек. Егер ол осыны мойындаса, Құдайдың құдіретін толық, онда ол бізге үміт береді, жәннатқа кіреді ау деп. Бірақ өлейін деп жатқан адам екі түрлі болуы мүмкін. Бірінші, мұсылман болуы мүмкін. Мұсылман болатын болса, оны күштемейді екенбіз. Ла илаха иллаллах деп айт деп айтпайды екенбіз. Оның қасында лаққин, яғни тәлқиннің және бір мағынасы, қасында өзіміз айтып отырамыз.
өзіміз ла илаха иллаллах деп өзіміз айтып отырамыз, яки болмаса пайғамбарымыздың осы ла илаха иллаллахқа байланысты хадистерін айтып отырамыз. Мән қала фи ахири каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна, кімнің соңғы сөзі ла илаха иллаллах болса жәннатқа кіреді деген екен деп айтып отырамыз. Осы арқылы оны есіне түсіреміз. Өйткені ол мұсылман ғой. Ол намаз оқыды, ол ораза ұстады, ол көзі тірісінде ла илаха иллаллахты білді. Сондықтан оған тек қана естірту жеткілікті екен. Ал өлген адам мұсылманшылықты білмеген адам болса, көзі тірісінде палшыларға сенген болатын болса, ол өлгендер пайда береді, зиян береді деп жүрген, нанымда жүрген кісі болатын болса, яки болмаса мүлдем басқа бір дінде, христиан дінде ме, басқа дінде болатын болса, ол өлейін деп жатқан болатын болса, оған біз онда бұйрық айтады екенбіз. Құл, айт, ла илаха иллаллах деп айт, ла илаха иллаллах деп айт деп бұйырғанымыз жақсырақ болады екен. Және оның мағынасын түсіндіруіміз керек. Бұл өте шынымен де керек нәрсе. Егер сіздер бір көне қазақтың фильмдерін көрген болсаңдар айтады, бірін-бірін өлтіретін кезде, ал иманыңды үйре бер дейді ғой. Сен ла илахыңды айтып ал деген сөз ғой. Ал енді иманыңды үйре бер дейді де, қазір басын жауып аламын дегендей. Яғни ла илаха иллаллах осыны айтып білдіру қажетті болып табылады екен. Енді бұның мағынасын түсінбесе, онда оның ла илаха иллаллах айтқаны қабыл етілмейді. Өйткені Алла Құран айтқан: "Фә'лам аннаху ла илаха иллаллах". Фә'лам, яғни біл, іліп, түбірі ілім деген сөз. Ілімін біл, ла илаха иллаллах деген сөздің қандай мағына береді? Одағы мақсат не? Оны айтқаннан кейін не істеуім керек? Оны айтқаннан кейін не нәрседен тыйылуым керек деген мағынаны білу керек болып табылады екен. Ла илаха иллаллах сөзі екі сөзден тұрады. Бірінші, ла илаха, жоқ, сыйынуға лайықты ешбір тәңір жоқ. Еш нәрсе сыйынуға лайықты емес, пайғамбар да сыйынуға лайықты емес, өлгендердің рухтары да сыйынуға лайықты емес, періште де сыйынуға лайықты емес, жын да, шайтан да, ешкімді, құс та, ит те, тал да, тас да сыйынуға лайықты емес, иллаллах, бір ғана Аллах сыйынуға лайықты. Осы кезде иман кірген болады. Бұл дегеніміз, мысалы, бір стаканның ішінде, айтайық, бір лас су бар екен, тұрып қапты ұзақ уақыт, иістеніп қапты. Енді сен сол стакан ішінде жарты стакан лас су тұр. Сен бір таза сүт ішкің келді, болмаса таза су ішкің келді. Онда біздің бірінші шаруамыз не болады? Стакандағы суды төгіп тастау. Үстіне құя бермейміз ғой. Стакандағы суды төгуіміз керек, одан кейін таза суды құямыз, сонда ғана біз рахаттанып оны іше аламыз. Сонда ғана біз таза судың дәмін, болмаса таза сүттің рахатын көре алады екенбіз. Сол үшін ла илаха иллаллах дегеніміз жүректегі бүкіл жалған тәңірлерді төгіп таста, иллаллах, Аллахты ғана кіргізіп қой деген сөз екен. Осымен ислам басталады. Бұны түсінбеген ислам басталмайды. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің айтқанда сахабаларын дінге шақыруға жіберген кезде айтатын бірінші сөзі, оның айтатын фалекун аул матадо илайхи шахадату алла илаха иллаллах дейтін, сенің бірінші үйрететінің ла илаха иллаллах болсын. Егер олар осыны түсінсе, одан кейін намазды үйрет деген екен дейді. Ал енді егер бір адам намаз оқса, бірақ ла илаха түсінбесе, оған пайда жоқ. Енді біз қарайық, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өміріне алып қарайықшы. Пайғамбарымыз қасында көп кісілер болды. Пайғамбарымыз ең алғашқы жасаған уағыздары не болды? Я айюхан нас, ей адамдар, қулу ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп айтыңдар, туфлиху, құтыласыңдар деді. Тозақтан солай құтыласыңдар, азаптан солай құтыласыңдар, осымен сендер ізілге жетесіңдер деп айтты. Бір күні пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның әкесімен бір туған бауыры, пайғамбарымыздың ағасы болып келетін әке тарапынан Абу Талиб жан тапсыратын уақытқа келді. Яджуду нафсаху деп келеді, хадисте соңғы демдері шығып жатқан еді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам оның кісінің қасына келді. Барса, сол жаңағы сол Меккеде тұратын мушриктердің көсемдері, Абу Жахилі бар, басқасы бар, басында топталып жиналып тұр екен. Пайғамбарымыз оның бәріне ешқайсысына қараған жоқ. Өйткені ол кісі ең жақсы көретін кісі еді, Абу Талиб. Пайғамбарымызға дүние тұрғысынан да, рухани тұрғыдан да көп жәрдем еткен. Пайғамбарымыз басына қиын қыстау күндер туған кезде оны жақсы көрген кісі. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды өзінің балаларынан артық жақсы көрген кісі екен. Өзінің балаларын төсекке отырғызбаса да, пайғамбарды отырғызады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентай кезде аяғына алып отырғызатын кісі болған. Сол кісі соңғы демі шығып жатқан кезде пайғамбар ол кісінің қасына келді. Я амми қул ла илаха иллаллах деп сұранды. Ей әкемнің бауыры болған ағам, айтшы ла илаха иллаллах деп айтшы деді. Көзіне жас келіп жатты. Айтшы ла илаха иллаллах деп.
Ол соңғы демі шығып баратыр, қиналып жатыр. Ал біздер болса, қиналып жатыр ғой, ештеңе деме деп өлігімізді одан сайын тозаққа итермелейміз. Осы кезде жан ұшырып оны құтқарып қалмасақ, өмірінде құтылмаған адамды, онда бітті. Өлгеннен кейін сен оның басына алтыннан мазар соғасың ба, өлгеннен кейін оның моласына 24 сағат молдан әкеп Құран оқытып қоясың ба, бітті, оның жәннатқа кіруге мүмкіндік жоқ. Өйткені біздің бүкіл тіршілігіміз тірі кезде есептелінеді. Тірі кезінде істей алмаған тіршілігімізді өлгеннен кейін ешбір пайдасы болмайды екен. Пайғамбар соны білді. Ол кісінің соңғы демі оны құтқарса, осы бір сөз ғана құтқарып қалуы мүмкін. Сол үшін ол кісіге айтты: "Я амми қул ла илаха иллаллах", ей әкемнің бауыры, айтыңызшы ла илаха иллаллах деп айтыңызшы. Бір ғана Аллахтың сыйынуға лайықты екенін біліңізші. Сіздің осы бабаларыңыз және өзіңіздің қауымыңыз адасып сыйынып жатқан жалған тәңірлерден бас тартыңызшы. Бір Аллаға сыйынуды мойындаңызшы деп айтты. Ал қасындағы сонда жолдастары, нашар достары не деп айтты? Сен не ата бабаларың жолынан бас тартайын деп жатсың ба? Ата бабаларың жолынан бас тартасың ба деді. Ол кімге не тыңдарын білмей қиналып жан алқымға келіп жатыр. Сол кезде аузынан мына сөз шығып жатқан еді: "Жоқ, енді мен ата бабам жолынан бас тартпаймын ғой" деген кезде жан шығып кетті. Пайғамбарымыз жылап жіберді. Өйткені пайғамбар білетті оның жағдайы не болатынын еді. Не болатынын білетті да. Ал сол адам тозаққа түседі деп айтылған. Тозақтағы ең жеңіл азабын көрсетіледі дейді. Табанына шоқ қойылған кезде миы қайнайды дейді. Пайғамбарымыз шықты да Аллахтан оған кешірім сұрамақшы болды. Кешірім сұрамақшы болған кезде Аллах Тағаладан аят түсті. Олардың мүшриктігі, Құдайға серік қосатындығы, Құдайға бөлек нәрсе сыйынатыны анық болған кезде оларға тілеуге тыйым етілетінің жайында аят түсті. Міне сол үшін егер біз өмірге келген кезде бірінші істейтін тірлігіміз өлген кісіні көретін болсақ, лаққину маутакум ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллахты дұрыс айтуға үйретуіміз керек. Міне жақсы достың да пайдасы осы. Өйткені жақсы жаман дос саған көзіңнің тірісінде Құдайды ойлауға мүмкіндік бермейді. Өліп баратқан кезде дозаққа қарай итермесе басқа ештеңе істемейді. Бірақ олар ойлайды жақсылық істеп жатырмыз деп. Ол білімсіз істелінген жақсылық болып табылмайды екен. Енді бұл бірінші тіршілігіміз екен. Екінші, енді адам өліп баратқан кезде ла илаханы айтқызған екенбіз. Енді адам өледі. Жан шығып кетті кеудесінен. Одан кейін не істеуіміз керек? Тағмидул айнайхи деп келеді, екі көзін жауып қою дейді. Мысалы өйткені адам кеудесінен жан шыққан кезде, денесі қызуы бар кезінде, жылуы бар кезде, оның көзін жапсаңыз, жағын тақсаңыз, аяқ қолын түзелеп қойсаңыз, түзеліп қалады. Ал денесі суып қалғаннан кейін ол түзелуі қиын. Түзелуі өте қиын болып қалады. Сол үшін шариғаттың өзінде кеудесінен жан шыққаннан кейін оның көзін жұмғызуымыз керек екен. Пайғамбарымыздың хадис бар, жаңағы инна руха иза қубида табиахул басар дейді. Адамның жаны кеудесінен шыққан кезде шыққан жанына қарап қалады дейді, рухына қарап қалады дейді. Сол үшін көп жағдайда өзімнің де тәжірибеден көрген жағдайым, бірнеше адамның жан шығар кезде қасына болуыма тура керек болып қалды. Сонда олар өлген кезде көбінесе жоғарыға қарап қалғанын байқадым. Көп жағдайда жоғары қарап қалады. Бір нәрсені көргендей көзі жоғарға сүзіліп барып жан тапсырады. Көп жағдайда. Бірақ пайғамбардың кейін хадисін оқыдық. Пайғамбарымыз хадисінде жан алатын періште адамның бас жағынан келіп отырады деген екен. Бас жағынан келіп отырады. Одан кейін және бір көрген нәрсем, көп адамдар тіріден олай қорықпайды, өлгеннен қатты қорқады. Мысалға бір адаммен, тірі адаммен бір комнатта, бір адаммен, екі адаммен, үш адаммен бірге жата береді. Ал айтсаң, мына өлікке түнде мышықталып кете ма, сен бүгін осы өлікпен бірге түнеп қайт десең, бір өзі түнемейді. Бұл өліп қалған, сен тұрмайды. Қарып тұрып қылғындырады деп тұрсың ба, бітті оның. Жүрегі де, миы да ештеңе істемей жатыр, бітті өліп қалғансың. Ой, қош, жүрегім нашар еді, анау өзім бір кішкене нашарлау қорқатыным бар еді деп бәрі қашады. Бейшара өлікті холодильникте салқындатқыш қосып қойып, терезені ашып қояды да жаңғыз ұзын қалдырып жауып кетеді. Тура сол біреуді бастап жеп қоятын сияқты. Бірақ өлген адам бітті шаруасы. Ештеңе істей алмайды ол. Бірақ не үшін қорқатын? Бір себептері де бар. Өйткені ол өліктің көбінесе көзі ашық қалған кезде оның көзінен қатты қорыққанның белгісі қалып кетеді екен. Сол қорыққанның белгісі маңайына қорқыныш салып тұрады. Өйткені жаны шыққан. Содан пайғамбарымыз айтқан, егер адам өлсе, екінші істейтін тіршілігіміз оның көзін жауып қою, өйткені көз рухының шыққан жағына қарап қалады деген екен. Үшінші істейтін тірлігіміз бар, ta'ziya деп қойды арабтарда, бізде көңіл айту дейміз. Арабтағы ta'ziya сөзінің мағынасы тасбир сөзімен мағыналас болып келеді, яғни адамдарды сабырлыққа шақыру деген сөз. Бір жерде өлік болса,
Бақында әрбір адам бақында туысқандық қарым-қатынаста болады. Не біреудің әкесі, не біреудің баласы, әйтеуір оның қасында жақыны, жолдасы, досы, туысқандар болады. Сондықтан біз барған кезде оның жақындарына көңіл айтамыз. Ал оны араб тілінде бұл көңіл айтуды ta'ziya дейді. Қазақтар оны осы сөздің бір сөзін қолданады, аза тұту деп қояды. Көңіл айту ta'ziya. Мағынасы тасбир, сабырлыққа шақыру екен. Ал бізде көбінесе барған кезде сабырлыққа шақыру емес, қоса еңіреуді, еңіретуді, жылату. Ол ta'ziya пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның кезінде жеткен хадистер бойынша сол кезде айтылатын сөздер бар. Онда ол арабша күйінде келген. Арабшасын білмесек, бізге қазақшасын білсек болады. Ол өте қиын емес. Оның жылға өлік болған жерде пайғамбарымыз сабырлыққа шақырып айтқан сөздері: "Валиллахи ма ахаза ва лаху ма а'та ва куллу шейин индаху би ажалин мусамма фалтасбир вал тахтасиб" деген сөз айтатын болған екен. Пайғамбарымыздан жеткен бізге осы сенімді риwаяттар бойынша бұл хадисте айтылған, яғни Аллах тағала не алса да ол Аллах үшін, не берсе де ол Аллахтікі, және бүкіл нәрсенің Аллах тағала өлшемін өлшеп қойған, әр нәрсенің жазмышы бар, одан озмыш жоқ. Және де сендердің сабырлық көрсетті, осы сабырлығыңменен Құдайдан сауапты үміт ет деп біз жаңағы оны сабырлыққа шақыруымыз керек екен. Бізде барғаннан бастап бауырым деп құшақтап, "Ай, кетті-ау, тірі жүре берсе болмайтын ба еді? Енді сендердің жағдайың не болады? Артында шүбірлеп бала қалды ғой" деп қоса жылатып, одан сайын сабырлық емес, өкіртіп, одан сайын барып шыңғыртып кетеміз. Сол үшін бұл көңіл айтқан жерде біз барған жерде сабыр қылу, Аллахтың тағдырына риза болу, сол арқылы осы сабырлық ете отырып Аллахтан сауап үміт етуге шақыру болып келу керек екен, және біздің істейтін тірліктеріміздің біреусі. Енді өлген жерлерде жылау мәселесі. Жылауды шариғатта екіге бөледі. Шариғатта екі. Бір жылаудың түрін букаур рахма дейді. Яғни мейірімнен болған көз жасы. Жылаудың екінші түрі бар. Ол айтқанда нияха деп қояды, бізде жоқтау, айқайлап, дауыс көтеру. Осы дауыс көтеріп жылауды пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам тыйған. Жоқтау айту жылауды мүлдем тыйған. Хадис бар: "Ла'аналлаху ан-наихата вал мустами'ата" дейді. Аллах тағаланың лағнеті болады жоқтау айтушылар мен сол жоқтауды тыңдаушыларға деп кеткен. Жоқтауды айту былай тұрсын, жоқтауды тыңдаудың өзіне лағнет болсын, қарғыс болып кетсін деп кеткен хадис бар. Енді және де мысалға екінші бір жылаудың түрі бұл букаур рахма деп келеді. Бұны шариғатта рұқсат беріп кеткен түрі, ол жаңағы адамның бір қимағандығынан көзінен жас шығуы. Бұған да дәлелдер бар. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Құран аятында айтқандай: "Құл иннама ана башарукум мислукум" деген сияқты, "Айт, мен сендер сияқты адаммын" деді. Пайғамбарымыз да дүниеге ана арқылы келді. Пайғамбардың да әкесі болды. Ол кісі жетімдік көрді, бар болды, жоқ болды, аш болды, тоқ болды. Тіпті пайғамбарымыз көзі тірісінде ол кісінің де балалары дүниеден қайтып жатты. Балалары, бір ғана қызы Фатима өзінен кейін қалды. Қалғанның бәрі пайғамбарымыздың көз алдында дүниеден кетті. Яғни оның да адам баласы, ол пайғамбар болса да еш нәрсені өзгертуге шамасы келмейтіндігі, оның да Аллахқа мұқтаж екендігін көрсетеді екен. Бірақ оның абзалдығы юха илайя дейді, ол кісі пайғамбар, Аллахтың таңдаған құлы, ол арқылы бізге дін жетті. Сол үшін біз пайғамбарды әке шешеміз артық сүюге тиісті болып табылады екенбіз шариғат бойынша. Міне сол пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның балаларының бірі Ибрахим деген баласы қайтыс болады. Пайғамбарымыз сол баласына келген кезде, баласының кеудесінен жаны шығып жатқан кезде көзінен ыршып жастың тамшылары шығып кеткен еді. Сахабалардың бірі Абдурахман ибн Ауф бұны көріп қалады да: "Я Расулалла, я Аллахтың елшісі, сіз жылап жатырсыз ба? Бұл қалай болды?" деген сұраққа пайғамбарымыз айтқан екен: "Я ибн Ауф, ей Ауфтың баласы", айтқан екен: "Иннаха рахматун", бұл Аллахтың адамдардың жүрегіне қойып берген мейірім екен. Кейін сөзін жалғастырып айтады: "Сумма қала" дейді, кейін пайғамбарымыз айтты дейді: "Иннал айна тадма", көзімізге жас келіп жатыр. "Вал қалбу яхзан", жүрегімізге уайымдап қалды, уайым шомды жүрегімізді. "Вала нақулу илля ма юрди раббана", бірақ біз тек қана Алла риза болатын сөздерді ғана айтамыз. Аллахтың ашуын шақыратын сөздерді айтпаймыз. Кентат
Ва инна би фарақика Ибрахим ла махзунун. Ей Ибрахим, сен бізді тастап кетіп баратқаныңа шынымен уайымда тұрмыз деген екен дейді. Бұл шыныменде ол мейірімнен бір жақының, бауырың, шешең, туғаның, туысқаның кеткен кезде сенің көзіңнен жас шыққаны бұл айып емес, бірақ ол жерде сақтайтын шарттар бар екен. Қатты өкіріп кетпеу, екінші Құдай риза болатын сөздерді білу, Аллахтың ашуын келтіретін сөздерден өте сақ болу. Көп жерлерде бұдан осыны ғана көріп қалдың ба Құдай, әлі де бала шағасын қызығын көру керек еді, тіпті көңіл айтуымыздың өзінде бір мағынасыз кезде сөздер кездесіп жатады, бұны өзімізде білмейміз. Мысалға сондай сөздердің біреусін айтып кетейік. Барған кезде, көңіл айтқан кезде біз айттық қандай сөз айту керек екенін. Барған кезде айтатын, көңіл айтатын сөзіміз не екен? Валиллахи ма ахаза ва лаху ма аата. Күллі шейін индаһу би ажалин мусамма. Не нәрсені берсе де ол Құдайдікі, не нәрсені алса да ол Құдайдікі, Құдайдың заты. Бүкіл нәрсенің Аллах Тағала өлшемін сызып қойған, ол өлшемнен артық кете алмайды, одан артық өмір сүре алмайды. Вал тасбир вал тахтасиб. Сен сабырлық таныт пенде ретінде, Құдайдың құлы ретінде. Сөйтті Құдайыңнан сауап үміт ет. Аллах Тағала сауапсыз қалдырмайды. Сабырлық көрсеткен пенделерді айтуымыз керек. Бірақ біздің барған кезде көңіл айтуда қолданатын кейбір сөздеріміз, айттық, оны сабырсыздыққа шақырады, одан сайын өкіріп жылауға шақырады, одан сайын уайымсап, оны денсаулығын төмендетуге себепкер болады. Ал кейбір сөздеріміз өзімізде мағынасын түсінбейміз. Жарайды енді оның қалған өмірін бала шағасына берсін дейді. Ода өмір қалса өліп несі бар? Қандай өмір қалды оның? Қандай өмір сен? Кім өмірден өлгісі келеді? Бала шағасын өзі бақпай ма? Шынымен осындай сөздермен кей мағынасын түсінбей, яки болмаса ажал жетпей өліп кетті дейміз де. Астағфиралла. Ажал жетпей ешкім өлмейді. Ажалың жетесің, одан кейін өлесің. Ай бейшара ажал жетпей өліп кетіпті деп қояды. Сондан біз кей кезде өзіміздің сөйлі бұл дінімізден кішкене кеш қалуымызға байланысты, діннің мағынасын білмеуімізге байланысты, Аллах Тағалаға деген нанымыздың дұрыс еместігіне байланысты біздің сөзіміз де бұзыла бастайды. Адам баласы қандай нанымда болса, адамның иманы қандай болса, сүретін өмірі тура сондай болады екен. Одан басқа ешқандай айырмашылық жоқ екен. Енді сондықтан бұл жаңағы өлген жерде жылауға байланысты осы мәселелер айтып кеткен. Одан кейін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен және бір хадисте пайғамбарымыз айтқан екен дейді. Бұл Абу Муса ал-Ашариден жеткен хадис. Пайғамбарымыз Бария минас салиқат ва халиқат ва шаақат дейді. Пайғамбарымыз дейді, өлген жерде дауыс көтеріп жылайтындардан, шашын алып тастайтындар, арабтар сондай болған, өлген жерде шашын алып тастайтындардан, және шаақаты киімін жыртып осындай бір нәрсе істейтіндерден алыс қатынасы жоқ дейді пайғамбар. Оларға жоламайды да пайғамбар дейді. Сонда шынымен де өлген жерде біз сабырлық көрсетуіміз керек. Киім жырту, жаңағы шашты жұлу, айқайға салу, жоқтау айту, бұл нәрсе болмайды. Ол нәрсе тек қана өліктің өзіне де қиындық береді, одан кейін өзімізге де зардап алып келеді екенбіз. Енді келесі нәрсе, өлген жерде істелінетін және бір нәрселердің біреусі өлген кісі туралы. Ол мұсылман кісі бола ма, басқа кісі бола ма? Мұсылман кісі болса тек қана жақсы сөз айтуға тырысуымыз керек. Жақсы сөз айтуға тырысуымыз керек. Бір күні пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бірге болған еді. Сахабалармен тұрған кезінде қастарынан бір жаназаны алып өтеді. Өлген кісі мәйітін алып өтеді. Өтіп бара жатқан кезде тұрғандар ол кісі туралы нашар сөздер сөйлей бастайды. Ай, бұл кісі кішкене нашар еді, осындай тірліктері бар еді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз 3 мәрте олардың сөзін естігеннен кейін уаджабат, уаджабат, уаджабат деп айтқан екен. Міндетті болды, міндетті болды, міндетті болды деп 3 мәрте айтады. Біраз уақыттан кейін көп ұзамай екінші мәйітті алып өтеді. Екінші мәйітті алып өткен кезде тұрған кісілер қайтадан әңгіме айта бастайды. Бұл кісі жақсы адам еді, шынымен де жақсылықтары көп еді, адамдарға пайдасы тиген еді деген кезде пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам және де 3 мәрте уаджабат, уаджабат, уаджабат деп айтады. Кейіннен кейін пайғамбарымыздан сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, сіз 3 рет міндетті болды, міндетті болды, міндетті уәжіп болды деп айттыңыз. Не нәрсе уәжіп болды деген кезде, сендер бірінші адам туралы жаман адам еді деп айттыңдар, оған дозақ уәжіп болды, екінші адам жақсы деп айттыңдар, оған жәннат уәжіп болды деген екен" дейді. Негізі адам біледі кім жақсы, кім жаман екен. Пайғамбармен соғысып атқан адамдардың өз пайғамбардың жақсы екенін білген де. Пайғамбарымыздан соғысып атқандар тығылып кеп пайғамбардың дуалының артында тұрып түнмен Құран тыңдайтын болған. Түнде ұйқысын бөліп. Бірақ күндіз пайғамбарға қылыш көтереді.
Олар біледі негіз. Сондан біздің басты мақсатымыз жақсы өмір сүру. Адамдар не дейді, мақтай ма, даттай ма, таптай ма, онымен шаруамыз болмасын. Ең бірінші Құдаймен болған қарым-қатынасымызға дұрыс көңіл бұруымыз керек екен. Өйткені біз өлген кезде бәрібір белгілі қандай адам болып кеткеніңді. Аллах біледі, Аллах тағала сол күйінде сен қалай өмір сүрсең, солай алады, қалай өлсең, солай тірілтеді дейді. Сонда пайғамбарымыз жақсы деп айттыңдар бір адамға, оған жәннат уәжіп болды, жаман деп айттыңдар бір адамға, оған дозақ уәжіп болды дейді. Кейін айтады, аңтум шухадауллахи фил ард, аңтум шухадауллахи фил ард, сендер Аллахтың жер бетінде куәгерлерсіңдер дейді. Өйткені адам біздің арамызда өмір сүрген. Біз білеміз ол қалай өмір сүрген. Жақсы ма, қандай екен білеміз. Сонда шынымен де біздің оларға айтқан сол жерде жақсы сөздеріміз қажет екен. Хадисте келеді, улкуру махасина маутакум, өліктеріңнің жақсы жағын айтыңдар дейді. Өліктерінің дейді, мұсылмандарға айтып жатыр. Мұсылман емес болып өліп қалған болатын болса, оның жамандығын айтуға болады. Не мақсатта? Әшейін қараптан қарап сөз айту үшін емес, елді сондай жамандыққа ұшырап кетпесін деген насихат мақсатында екен. Және де бір мәселе, өлген жерде өлген кісіні сүюге бола ма, болмай ма деген мақсатта. Өлген кісіні сүю негіз шариғатта бар, бірақтан оның бізде бір мәселесін естен шығармауымыз керек, бізде өлікті ұстап қалады. Өлікті ұзақ ұстамай, бұрын кезде мұсылманшылдар ұзақ ұстамайтын, бірінші мүмкіндігінде көметін, ешқандай себептер болмаса, онда жаңадан өлген кісінің сүю бар екен. Өйткені келеді, қамбара Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Осман ибн Мазун дейді. Фаламмамат Осман ибн Мазун деген сахабасы қайтыс болған кезде пайғамбарымыз оны сүйгендігі бар. Және Абу Бакр Сыддықтың да пайғамбарымыз қайтыс болған кезде я набияху, я сафияху, ей Аллахтың елшісі, ей Аллахтың таңдаулысы деп, жаңа құбылатан байна айнайхи, маңдайынан сүйген деп келеді. Яғни мұсылман кісінің өлігін сүю бар. Бірақ егер өлік ұзақ ұстап қалатын болса, ұзақ ұстауға байланысты оның иісі, түсі бұзыла бастаса, онда сүюден сақ болу керек. Өйткені ол кезде оның денесінде у пайда бола бастайды екен, ол денсаулыққа зиян береді. Бұдан да біз көреміз өлікті ұзақ ұстаудың қажеттілігі жоқ екендігін. Және де біз осы жерде бір тақырыпқа қосып кетейік. Жаңа біз айттық, лаққину маутакум ла илаха иллаллах, өлейін деп жатқан кісілеріңе ла илаха иллаллахты айтқызыңдар деді. Бұл өлейін деп жатқан кездегі тұста. Мен бұл нәрсені қосып кетейін деп жатқаным, бізде жиі сол нәрсе істелінеді, соның мағынасын дұрыс түсіну үшін. Кез келген мәселеде дұрыс түсінуге тырысуымыз керек. Шариғат өзі оңай, мұқият көңіл бұрсақ болды. Мұқият көңілі бұрғысы келмейтіндер қателесіп жүреді. Әруаққа сиынуға болмайды десең, былай шығады, әруақ жоқ деп жатыр дейді. Өйткені ол түсінгісі келіп тұрған жоқ. Ол тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Ол семен ерегісіп тұрды. Оның ішінде көре алмастық, тәкаппарлық тұр. Былай шығады, анау уахабист екен, әруақ жоқ деп айтты дейді. Жер бетінде әлі бірде-бір мұсылман жоқ, сіздерге айтайын, әруақ жоқ деп айтқан. Бірақ әруаққа сиынба деп айтып жатқандары бар, өйткені сиынуға бір ғана Аллах лайықты. Сол үшін бұл нәрселерді мұқият тыңдасақ, кез келген нәрсені ажыратуға болады екен. Бұл жерде енді айтайын деп жатқаным, өлер кездегі істелетін істердің біреусі, біздің осы Қазақстан жерінде ол нәрсе істелінеді. Өйткені оған байланысты хадисте бар. Бірақ бұл хадис заиф, бірақ оған заиф болса да хадис аты болғаннан кейін амал істеп жатқандар бар. Иқрау ясин инда маутакум деп келетін хадис, өліктерінің қасында Ясин сүресін оқыңдар. Осы хадиске бірінші мағыналық тұрғыда көзқарас салайық. Маутакум деп келген, бұл мәйит сөзінің көпше түрі. Араб тілінде өлімді маут дейді, өлген адамды мәйит дейді, қазақта мәйит дейміз ғой. Сол араптан келген сөз. Пәленшенің мәйит табылды, түгеншенің мәйит табылды деді ғой. Өлік табылды деген, труп табылды деген сөз. Арабтың сөз. Мәйит жекеше түрі, бір өлік болыпса, маута бұл көпше түр. Көп өліктер деген сөз. Енді бұл жерде алып қарайтын болсақ, иқрау ясин инда маутакум, өлгендерінің қасында Ясинді оқы деген кезде біз былай деп түсініп қалуымыз мүмкін. Араб тілін терең білмейтін адамдар үшін. Тікелей перевод жасауымызға байланысты, өліп қалған адамның қасында Ясин сүресін оқы деп түсініп қалуымыз мүмкін. Сол себепті біз көбінесе Ясинді не? Қабір басында оқып қаламыз. Бірақ бар, кей кезде бұл хадисті дұрыс түсініп, оны өлейін деп жатқан адамға оқитын. Бірақ онда да бірнеше шарттар сақталмай қалады. Бірінші, бұл жерде жоғарыдағы хадис айтып кеттік. Өліктің жекеше түрі мәйит екен, көпше түрі өліктердің болатын болса маутакум екен. Онда жоғарыдағы хадисті алып қарайық. Лаққину маутакум. Burada маутакум сөз келді ғой. Ла илаха иллаллах. Өліктеріңе деп аударсақ, өліктеріңе ла илаханы айтқызыңдар дейді. Бұнда хадисте мағына жоқ қой. Өлген адам бірден айта ма саған? Онда бұл хадисте маутакум деген сөз арабта тек қана өлген адамға қолданбайды. Өлейін деп жатқан адамға қолданады екен да. Өйткені бәрі өлесін. Сол айтқандай,
өлейін деп жатқан адам бітті, ол өлік. Арабтарда мәйіт сөзі, маутакум сөзі тек қана өлгенге қолдана бермейді. Оның қолданысы шектеулі емес, өлейін деп жатқан адамға да қолданады екен. Ондай болатын болса, иқрау ясин инда маутакум деген сөз өлген адамға деп түсіне беруге болмайды. Өйткені ол жерде өлейін деп жатқан адамға деп алсақ та болады екен. Ғалымдар өз солай түсінік береді. Неге? Бірінші, Ясин сүресін бұл жоғарда хадистің ұқсасы екен. Лаққину маутакум ла илаха иллаллах. Өлейін деп жатқан адамдарға ла илаха иллаллахты айтыңдар деген деп түсінетін болсақ маутакум сөзін, онда иқрау ясин инда маутакум деген сөзді өлейін деп жатқан адамдарға Ясин сүресін оқыңдар деп түсінеді екенбіз, өліп қалған адамға деп түсінбейді екенбіз. Бұл бір. Екінші, егер де бұл хадисті өлгендеріңе істеңдер деп түсінген болса, онда сахабалардың ең болмаса біреусі өліп қалған адамның моласына барып Ясин сүресін оқырады. Онда кездеспеген тарихта. Я пайғамбар, не пайғамбардың тәрбиесін алып, қасында жүріп, құлақтарымен сөзін естіп, көздерімен істеген тірлігін көріп жүрген сахабалардың біреусі моланың басына барып, жаңағы осы өлікке Ясин сүресі оққан туралы дерек жоқ. Ол сахабалар сондай амал жасағысы келді әрбір хадиске, әрбір Құранның аятына. Сондай Құран аяты бірі Иза қиллакум иржиу фаржиу хуа азка лакум деген Құран аяты бар. Бір сахаба айтады, Құранда бір аят бар екен дейді. Егер сен бір мұсылман бауырының үйіне барсаң, сосын сен есікті қақсаң, рұқсат па деп. Есікті қақсаң, ар жақтан дауыс шықса, иржиу, қайта берші, қолың тимей жатыр деген бір әңгіме шықса. Фаржиу хуа азка лакум. Сонда қайтыңдар, бұл сендер үшін жақсырақ деген аят бар екен да. Осы аятқа амал қылғым кеп өмірім өтіп кете зат дейді. Ешкім қайта бер деп айтпайды екен да. Бізге біреу айтса, бітті, соң ол адам болмай қалады. Ой, мына что-то. Ол түрлі жағдай адам болған екен, ол бала шағасы бар, әйелі бар, өзі бар, басқасы бар, киімін жуып қойған шығар, басқа болып қалған шығар. Сондықтан шыныменде ол өз үйінің өз қожасы. Барған кезде сендерге қайт десе қайтыңдар. Сонда бір аятқа амал істеу үшін өмірім өтіп кете зат дейді. Осы аятты іздеп жүретін болса, онда бұл хадиске амал істеуге тырысар еді. Бірақ сахабалардың сонша пайғамбарымыздың 100 мыңнан астам сахабалардың ішінде ең болмаса біреусі Ясин сүресін моланың басында оқымаған екен. Бұдан және түсінеміз, онда өлейін деп жатқан адамға оқу керектігін. Ал енді өлейін деп жатқан адамға оққан кезде бұның бір пайдасы бар. Бізде көбінесе түсінбейтін нәрсені айта салуға тырысамыз. Ана бір Кришна айтатын кармасы сияқты да. Лопешу деп қояды, бір мағынасы бар. Бітті. Не болды десе энергия береді дейді. Мағына жоқ түк. Бірден ұра береді. Ал ислам ондай емес. Исламдағы әрбір сөз мағынаға ие. Ясин сүресінде мағына бар. Сонда сен өлетін жерге барған кезде Құр Ясинді Ясин уал Қур'анил хаким иннака ламинал мурсалин деп оқып қойған жеткіліксіз. Сен сол Ясин сүресінде Аллах Тағала мынандай оқиғаны айтқан десең пайда береді. Шынымен де оның мағынасы тұрғыда көп ғалымдар осы Ясиннің мағынасына қараған кезде, бұл хадисті өлейін деп жатқан адамға оқу керек деп түсінуіміз керек. Өйткені бұл хадистің ішінде аяттар Аллахқа деген иманның дұрыстығын үйретеді, Құранға деген иманның дұрыстығын үйретеді, Аллахтың елшісіне деген иманның дұрыстығын үйретеді, және де пайғамбарлардың сүннетіне еруді үйретеді, және өлген адамның жәннатқа кірген кездегі айтқан сөзін үйретеді. Я лайта қауми я'ламун. Шіркін-ай, менің қауымым білсе ғой. Бима ғафарали, Құдай мені қалай кешіргенін. Бима ғафарали ва жа'алани минал мукрамин. Мені қандай құрметтеген қауым білсе ғой деп армандайды. Бір өлген адам жәннатқа кірген кезде, жәннатқа кіретін уәде етілген кезде. Яғни егер біз иманмен өтсек, ар жақта сондай нәрсе бар екен, тірілер, шіркін адам өліп қалды, қайттан кезеген деп армандап жатсақ, өліп қалған адам мұсылман болмаса, шіркін-ай мұсылман болып менің артыма келсе екен, ол армандайды да. Намаз оқып өлсе екен мына бейшаралар деп армандайды да. Біз ана өліп қалған қайт тірілсе екен деп армандап жүрсек. Өйткені Аллах сондай нығмет көрсетеді. Тіпті дейді, кішкентай нәресте бала қайтыс болған кезде біз ойлаймыз, ой, нәрестені әкесі мен шешесі бағады, қағады, ой, аузына керек нәрсенің бәрін салады, жегізеді, ішкізеді, сөйтіп көзін айымдай қылып желдің өтінен, елдің сөзінен қорғап жүреді деп ойлаймыз. Сол баласы өлген кезде ана жерге тапсырған кезде бітті, қайғырды уайымдап, егер дейді сол балаға дейді, оны о дүниеге барған кезде Аллахтың мейіріміне түскен кезде, о дүниеге рахаттарды көрсетілген кезде, әкеңе барасың ба, осы жақта қаласың ба деп ерік берсе еді дейді. Онда Аллахтың қасында қала берейін деп айтар еді дейді. Ояқтағы мейірімді көрген кезде. Өйткені біздегі мейірім ол өлшемді ғана мейірім.
Сол үшін бұл Ясин сүресінде шынымен Аллахтың айтқанын істесең, ол жақта көп нығметке жететіндігін бізге айтылып кеткен. Сонымен Ясин сүресінің ішінде тек қана осы ғана тұруда емес, ғылыми тұжырымдар айтылып кеткен. Аспан туралы, жер туралы, ай туралы, күн туралы. Тіпті мен өзім алғаш оқуды бітірген кезде, ислам дінін қабылдаған кезде бізге астрономияда үйрететін, күн бір орында тұрады, қозғалмайды, қалған бәрі күнді айналады деп. Кейін күннің қозғалатынын кейін тапты ғой. Сағатына 1200 км қозғалатындығын. Ал Құранда сол кезде Ясин сүресінде аят тұратын: "Уаш-шамсу таджри мустақаррин лаха, залика тақдирул азизил алим". Күн өзінің көрсеткен жолымен қозғалып отырады деген аят бар еді да. Мен айттым, Аллахтың айтқаны рас болатын шығар, ғалымдар тапқан жоқ деп қоя салдым. Көп ұзамай Биг-Бенг теориясын көрсеткен кезде, большой взрыв теориясында күннің қозғалатындығын айтып отқан кезде таң қалдым да. Аллах бүкіл нәрсені алдын ала айта салады. Өйткені өзі жаратқан ғой. Өзі біледі. Бұл да Аллахтың шынымен Құран сөзі, бұл Құран емес, Аллахтың кітабы, бұған шынымен терең ойланып қарау қажеттілігін түсіндіреді екен. Сол үшін өлгеннің қасында Ясин сүресіндегі біреу егер өлейін деп отқанын білсек, болмаса ауырса, бар ғой қазір небір аурулар жазылуын үміт етпейтін, біздің заманымызда рак болып қала ма, басқа болып қала ма, енді жаман айтпай жақсы жоқ, оған ұшыратпай ақ қойсын, бірақ енді өлер кезде ауырған жақсы дейді негізі. Өйткені тәубе қыласын, кенет өлімді шариғатта онша ұната қоймаған, мұсылман болмайтын болса, ол тіпті жаман. Сол үшін өлер кезде ауырған жақсы дейді. Егер біз сондай бір байқасақ, біреудің ауырғанын, осының бері қарай ма, ары қарай ма белгісіз болатын болса, онда біз оның қасында Құдайды көбірек айтуымыз керек екен, Құдайдың мейірімін көбірек айтуымыз керек екен, тәубеге шақыруымыз керек екен, егер ол өліп кетсе, ертең өкініште қалмау үшін. Сондай жағдайлардың бірі Алматы қаласында бір кісінің әкесі өлетін болды. Маған кеп сұрады, не істейін деді. Өлейін деп жатыр әкем деді. Тұншығып есі шығып баратыр. Әкең өлейін деп жатқан болатын болса, қасына бар да, сен үлкен баласысың ғой. Ла илаха иллаллах деген сөзді айтқыз. Естірт, сөйтіп түсіндір. Сосын айтты, қой ыңғайсыз болады ғой. Мен барып әкем айтсам, сен өлесің дегендей болып қалады ғой. Оның көңіл ауырып жатқан кісі қинамай-ақ қояйын. Басқа бір фильм қойып берейік па, болмаса халін сұрайық па, астына басқа бір нәрселер істейік та дейді, дәрігер шақырып қасына отырғызып қойып айтыр, ақпақ халат көрген кезде айтыр, бір үміті болып жатсын деген сияқты. Сен қазір ла илаха иллалланы айта алмаймын, батылым жетпейді деп қиналып жатсың. Әкең өліп қалса неге айтпадың деп ертең одан да қатты қиналасың. Әкең дозаққа кете ма, жәннатқа кете ма, өйткені сені белгісіз болып қаласың. Дұға қыла аласың ба, қыламайсың ба, және белгісіз жағдайға ұшырайсың. Сол үшін қазір сен айтып қал, ертең үміт кеудеңде жүреді, әкем бір жәннатқа кіретін істің біреусін істеп кетті ғой өмірінің соңында деген сияқты. Бұл енді өлген қатысы және бір тірлігіміздің біреусі екен. Келесі, өлген адам болатын болса, оны жатқызудың жолы, егер кеудесінен жан шығып барған адамды екі түрлі жатқызу жолы бар екен. Біреусі шалқасынан, егер ыңғай келетін болса, ыңғай келмесе ол айып емес, шалқасынан жатқызып, оң жағы құбылаға қарайтындай қылып жатқызу бір жолы. Екіншісі аяғы құбылаға қарап жату. Өйткені кеудесін көтерсе, құбылаға қарап дұға айта алатындай. Сөйтіп жатқызудың екі түрлі жолдары бар екен. Одан кейін және бірі уджубу хусну зон биллах дейді. Өлер кезде Аллах Тағала туралы жақсы ойға болуына көмектесуіміз керек. Егер өлейін деп жатқан адам өзіміз болсақ та, Аллах Тағала туралы жақсы ойда болуға тырысуымыз бізге парыз болып келеді екен. Өйткені пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Муслимнен жеткен хадисте ла ямутанна ахадукум илля ва хуа юхсину биллахи зон. Ешқайсың өлмеңдер, Аллах Тағала туралы жақсы ойда болмайынша дейді. Аллах Тағала туралы жаман ойды кім болады деп ойлап қалуымыз мүмкін да. Бірақ біздің заманымызда білімнің саяздығынан Аллах Тағала туралы жаман ойды адамдардың көбісі жүр. Ондай оймен өліп кететін болса, ол үлкен қасірет. Өлер кезде Аллах Тағала туралы жақсы ойда болу. Аллах Тағала жақсы ойда болу дегеніміз, мысалға айтайық, Аллах Тағаланы кешіреді, мейірімді деген нәрселер Аллах Тағала жақсы ойда болу. Және де мысалға Аллахтың шариғаты адамзат баласының игілігі үшін деген нәрсе жақсы ойда болу. Бұл нәрсе адам баласына Аллах тек қана жақсылық қалады, қырайын, жояйын деген нәрсе жоқ. Аллахтың жіберген Құраны тек қана адамзат баласына пайдалы нәрсені үйретеді, зиянды нәрсені үйретпейді деген нәрсе, бұл Аллах Тағала жақсы ойда болу. Ал енді Аллах Тағала туралы жаман ойда болу қазір бізде жиі кездесіп жатыр. Дұрыс қой енді. Құдай орамал тақ депті, бірақ біздің заманымызға сәйкес келмейді. Бұл Аллах Тағала жаман ойда болу. Бұндай оймен өліп кету, Құдайдан кемшілік тауып қанмен болып өліп кету да. Ал енді бар өлгеннен кейін Құдаймен дауласып көр. Мына ислам діні қатты екен, кейбір жерін өзгертіп жіберу керек. Исламда қаттылық жоқ, оның біреулер қаттылық көрсетіп жатыр. Құранда 114 сүре болса, соның 113-і Бисмиллахир-рахманир-рахим деп келіп жатыр. Соны ойлап білсек болады, ислам діні қандай екен? Аса қамқор, ерекше мейірімді. Бұл мейірімнің діні. Естеріңізде болсын, мұсылманның бойында мейірімділік, кішіпейілділік, жұмсақтық көбірек болу керек қатыгездіктен гөрі. Ислам діні деген сондай бір су сияқты, оны құйсаң барған жерін көгертіп, өсіріп, өндіреді.
исламдың өрт сияқты емес, барған жерін өртеп қырып жойып кететін. Кей кезде бауырларымыздан көреміз, қайда мына мұсылман еместерді қойықшы оны. Мұсылманның өзіне қатыгездік көрсетіп жатады да. Бір ауыз сөзге қарап, әй сен мұржиясың ғой, сен такфирсің ғой, бидатчиксің ғой, пасықсың ғой деп шыға келеді да. Бұл қандай нәрсе? Не керек бар? Мұсылманның мінезі сондай көркем болу керек. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам қатысты аятында табима рахминаллах линталахум, Аллахтың саған берген мейірімнің біреусі линталахум, сен жұмсақсың, лаукунта фаззан ғализал қалб, егер сен қатыгез болатын болсаң, жүрегің қатты болады, дөрекілік болатын болса, жүрегің қатты болатын болса, лан фадду мин хавли, қасыңнан бәрі қашып кетеді дейді. Білімі бар пайғамбарға Аллах сөйтіп айтып жатыр. Білімі жоқ, біз қатыгез болатын болсақ, біздің қасымыздан қашып кету емес, біздің қасымызға ешкімді келмей қоюы да ғажап нәрсе емес екен. Сөйтеміз де ренжіп жүреміз, ешкім тыңдамайды, бәрі қалмайды, үйтпейді, кетпейді. Өйткені шынымен бір жағынан өзімізден де бір себептер іздеген жақсы екен. Сол үшін өлер кезде дұрыс енді Аллахқа жүрегім таза сенем, бірақ намазы артық нәрсе сияқты. Сол еңкейіп тоңқайғанда бірдеңе шығады ма десең, бұл да Аллах Тағала туралы жаман ойдың қатарына кіре береді. Бұл да Аллах Тағала туралы жаман ойдың қатарына кіреді. Сол үшін біздің заманымызда Аллах Тағала туралы жаман ойлар өте көп. Не болды? Сол сақалды қойып, сапсайтып, орманда жүрген бір қаңып қалған бір бишер сияқты. Бұл да Аллах Тағала туралы жаман ой. Өйткені ол сақалдың бәрінің егесі пайғамбарлар ар жағында. Пайғамбарлардың бәрі сондай болған. Сонда сен пайғамбарға сөйтіп айтар ма едің? Пайғамбарлар Аллахтың өзі таңдаған сүйікті құлдарына. Сонда міне осы кезде біздің біліміміз жоқтығынан Аллах Тағала туралы жаман ойда адамдар өте көп жүр. Өлер кезде Аллах Тағала туралы жаман ойды тазарып дейді, жақсы оймен кетуге тырысыңдар дейді, әйтпесе ол жақта қасірет болып қалады екен. Бұл да бізге парыз болады екен. Сондықтан Аллах Тағаланың егер біз білсек те білмесек те, Алла, сен не бұйырсаң да, қандай кітап түрсең де, қандай пайғамбар жіберсең де, сен бізге тек қана игілік қаладың, дүниедегі бақытымызды қарадың, ақыреттегі құлуымызды қаладың деген ойды айтып кеткен жақсырақ болады екен. Келесі нәрсе өлікті жуу. Өлікті жуудың да өзінің шарттары бар. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жеткен хадистің бірінде Ибн Маджатат лиғсил маутакум ал-маъмунун. Өліктеріңді аманатқа берік адам жусын дейді. Кім болса жусын демейді. Аманатқа берік адам жусын дейді. Ал негізі аманат адамның бойындағы ең үлкен қасиет. Осы ақыр заман қарай жоғалатындығын айтқан. Аманат дегеніміз сөз аманаты бар, іс аманаты бар, зат аманаты бар, бүкіл аманаттар бар. Саған біреу бір сөз айтады, аманат қылып айтады, ешкімге айтпа деп. Сен ешкімге айтпауың керексің. Егер айтып қоятын болсаң біреуге, онда сенде аманат жоқ деген сөз. Аманат деген ең үлкен бір қасиет адам бойында. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды Мұхаммед Амин деп атаған. Амин деген аманатқа берік адам деген сөз. Олардың қолынан ондай тура сол дәрежеден аманатқа беріктік келмегеннен кейін пайғамбарға амин деп айтқанда, ал негізі пайғамбарлыққа аманаты берік адамдар ғана таңдалады. Аманатқа қиянат қылған пайғамбарлыққа таңдала алмайды екен. Аманатқа қиянат қыла беретін адам, аманат деген зат өте көп. Бала шаға біздің қолымыздағы аманат, әйел деген біздің қолымызда аманат, дүние қолымыздағы ол аманат, сөз ол аманат, ілім аманат, Құран аманат. Осының бәріне біз шынымен дұрыс қарамасақ, қиянат қылатын болсақ, ол дұрыс болмайды екен. Ал енді өлікті жуғандағы аманатқа берік адам жусын дегеніміз, бұл өте көркем мінез құлық дедік. Өйткені өлік жуу барысында бір нәрсе ыңғайсыз жағдайлар болуы мүмкін, соны елге жайып жібермейтін адам. Өліктен көрген кемшілігін жасырып, көрген жақсылығын ғана айтатын адам. Сондай адамдар ғана жусын дейді. Кім болса жуа бермесін дейді. Басын жусам бас киім береді, денесін жусам жаңағы тоңын берер, аяқ киім жусам аяқ сапожкасын береді деп барып жуа салатын адам емес. Аманатқа берік адам жусын дейді. Барған көрген нәрсені айтпайтындай. Өйткені өлген адам қиналады. Қиналған кезде оның алдынан артынан зәр шығып кеткен шығар. О, бейшара бірден жіберіп қойып деп айтып жатсаң, сен бұл аманатқа қиянат қылған. Ондай адам өлік жууға лайықты емес. Онда бір лашар адам жуылады, қабыл етіледі, бірақтан дұрыс адам жуған болмай қалады екен. Сол үшін өлген кезде адамда өзгерістер болуы мүмкін. Оның жүзі қарайып қалуы мүмкін, оның денесінен иіс шығып қалуы мүмкін. Болмаса өте бір семіз адам болуы мүмкін шектен тыс. Болмаса өте арық адам болуы мүмкін. Ой, жуған кезде тура қабырғасына қолымыз тиген кезде тура пианиноны ұстағандай болсын, дыңғырлата қалады екен деп. Сондықтан өлік жууды аманатқа берік адам жусын дейді. Өте ол нәрсені қай бір күйде болса да, бұл пайғамбарымыздан жеткен хадисте бізге бұйырған нәрсе. Одан кейін және өлік жууда кейбір нәрселерді айтып кетейік. Өлік жуған кезде әйел кісіні әйел адам жуады, ер кісіні ер адам жуады. Әйелді еркек еш уақытта жуамайды, еркекті әйел еш уақытта жуамайды. Бірақ мынандай жағдайда жақсырақ болады. Күйеуіне әйелін жуған жақсы, әйеліне күйеуін жуған жақсы.
Өйткені ол нәрсе кездескен, бұл да шынымен жақсы нәрселерден болып табылады. Біз білеміз, Абу Бакр Сыддық қайтыс болған кезде оны әйелі жуды, және пайғамбарымыз қызы Фатима қайтыс болғанда оны күйеуі Али жуған болатын. Сонда бұл нәрселерге де ықтият болған жақсы, кім болса жуғызғаннан көрі ең жақын адамың, өйткені өзіңе жақын адам болған екен, оның сырының біреуге әшкере болғанын қаламайсың. Жақсы жағын көрсең өзің үшін қуанып қаласың, нашар жағын көрсең оны жасырасың, өйткені сен оның жақсылығын асыруға тырысатын адам болып келеді екенсің. Және де осы өлік жууға байланысты осы жерде бір хадиске тоқталып өткеніміз жақсы. Бұның бәрі бекер айтыла салған нәрсе емес. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жеткен бір хадисте Ибн Маджада айтады: "Ман ғассала майитан", қараңыздар, хадиске мұқият болыңыздар, өйткені біз енді бұны білуге тиістіміз. "Ман ғассала майитан", кім өлікті жуса дейді. Өлік жуу сауапты екен. Өлікті жуу сауапты істің қатарына кіреді. "Ман ғассала майитан", кім өлікті жуса, "ау каффанаху", ва каффанаху, және оны кебіндесе, "ва ханнатаху", оны әтірлесе, жұпарласа, "ва хамалаху", ол өлікті көтерсе, жаназаға шығарып апарса, қабірге апарып көтерсе, "ва салла алейхи", ол өлікке жаназа намазын оққан болса, "ва лам яфша алейхи ма ра'a", өліктен көрген нәрселерін жасырса, елге жаймай, бір ұнамсыз нәрселерді, "хараджа мин хатиятихи", онда ол дейді күнәдан сондай тазаланады дейді бұл Ибн Маджа жеткен хадисте. "Мисла яуми валадатху уммуху", анасынан туған сәбидей болып дейді, субханалла. Анасынан туған сәбидей болып тазаланады. Бұл мұсылманның алдындағы мұсылманның міндеті. Бір мұсылман дүниеден қайтса, соның денесіне, егер ол намазхан болатын болса, өте ықтият болыңыздар. Өте ықтият болыңыздар. Намазхан болатын болса, өзіміз барып араласқанымыз жақсы. Мұсылман досың жетсе, рұқсат беріңіздерші, мен өзім шаяйынан жуайын. Өйткені сен білесің ғой. Оны кім жуып жатыр, қалай жуып жатыр, қалай істеп жатыр, оны біз білмейміз. Сондан өзіміз оны білгеніміз жақсы. Әрбір адам бұл нәрсеге дайын болу керек. Негізі біз өлгенге қандай нәрсе пайда береді деп жатырмыз, шындап келгенде біз өзімізге қалай өлмей тұрып пайда береміз деген нәрсе тақырып деп алсақ та болады екен. Және бір хадис бар. Осы келесі хадисті айтарымыз кезде біз әрқашанда пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өзімізге үлгі етеміз. Өйткені Аллах солай бұйырған. Сендерге пайғамбарда үлгі бар, Аллаға ақырет күніне сенсеңіздер де бұйырған. Және біз пайғамбарымыздың алдында жүріп тәрбие алған сахабаларды өзімізге үлгі етеміз. Сол сахабалардың ішінде көзі тірісіне жәннатқа кіреді деген сөздер естіп кеткен 10 сахабаны да білеміз. Қанша пайғамбарымыздың әйтеуір дұғасын, батасына ие болған сахабаларды білеміз. Оларға Құранда аятта аттары, істері мақталып кеткен сахабаларды білеміз. Сол сахабалардың өміріне көңіл бұрып қарайтын, осы бір олардың істеп жүрген тіршілігін көрсететін және бір хадис бар. Ол да осы өлік жууға байланысты, жаназа шығаруға байланысты хадистің бірі болып келеді екен. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бір күні Аби Хурайрадан жеткен хадис айтады. "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям", бір күні пайғамбар айтты дейді. "Ман асбаха минкумул яума саиман", сендердің ішінде бүгін ораза кісі кім деп айтты дейді. Ораза ұстаған адам бар ма деп айтты дейді. Неге сен ораза ұстасаң жасырасың, иә? Бірақ пайғамбар сенен сұрақ қойса жасырмау керексің, айту саған міндет. Біз нәпіл намазын оқып жатсақ, өз ықтиярымыз, парыз емес. Нәпіл намазын оқып жатсақ, сахабалар да нәпіл намазын оқып жатқан болатын болса, пайғамбар шақырса, намазын бұзып тұрып пайғамбарға бару керек екен. Нәпіл намаз болатын болса, парызда Аллахтан бұйрығынан жоғары болмайды, Аллахтың елшісінің бұйрығы. Сондықтан пайғамбарымыз сұрады дейді: "Ман сома минкумул яума ман асбаха минкумул яума саиман", сендердің қайсыларың бүгін оразасыңдар деп сұрады дейді. Сахабалардан сонда оларға жауап беру керек болып қалды. Сонда үнсіз отырған сахабалардың ішінде Абу Бакр Сыддық: "Ана я Расулаллах", деп айтты. Аллахтың елшісі, мен бүгін ораза тұтқан едім деп айтты дейді. Бұл нәпіл ораза болатын. Кейін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям сұрағын жалғастырды. Кейін айтты: "Фаман табиа минкумул яума жаназатан", кімде кім араларында бүгін жаназаға қатысқан еді? Бір мұсылман бауырын жаназасына қатысып дұға қылған бар ма араларында деген кезде, сонда Абу Бакр жана айтты: "Я ана я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтың елшісі, мен бүгін бір жаназаға барып қатысып бауырымызға дұға қылған едім" деп айтты дейді. Кейін пайғамбарымыз сұрағын жалғастырып айтты: "Фаман ат'ама минкумул яума мискинан", бүгін сендер арасында бір мискін, пақыр, мұқтаж, аш жүрген адамды тойғызған адам бар ма деп сұрақ қойған кезде, және де Абу Бакр жауап беру керек болды: "Ана я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен сол бір мискінді іздеп жүріп тамақ берген едім" деп жауап берді. Кейін пайғамбар айтты: "Фаман ада минкумул яума маридан", сендердің араларында бүгін ауырып жатқан мұсылман бауырының халін сұраған адам бар ма деген кезде, және де Абу Бакр жауап берді: "Ана я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям" айтты. Субханалла, өмірдің бәрі құлшылықта. Ол солай өмір сүріп жатыр. Ол әрбір сәттен, әрбір сағаттан, әрбір тұстан, ертеден, кештен сауап іздеп жүрді. Өйткені мына ақыреттің егіні. Бітті, анаяқта бұяқта екпесең, анаяқта өнім жоқ.
Қандай сұрақ қойса да, я Расулалла мен сөйтіп едім, я Расулалла мен сөйтіп едім дейді да. Қараңыз, ол бір күннің ішінде қанша сауаптар істеп жүр. Бұл пайғамбардың сұрағаны, сұрамағаны ше. Кім тамақ берді міскін келсе, мен дейді. Кім ораза десе, мен дейді. Кім жаназа қатысса, мен дейді. Қай жерде сауап бар, сол жерде ұмтылып жүрді. Қай жерде сауап бар, сол жерде ұмтылып жүр. Кім бар ауырған мұсылман бауырының халін сұрады десе, мен я Расулаллах дейді. Осы сөзді айтқан кезде пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи айтқан екен, ма иштамаанна фи имриин илля дахалал жанна. Осы бір істер қайсы бір мұсылманның бойынан көрініс берсе, ол адам жәннаттың адамы деген екен да. Міне солар жәннатқа кіретін болған. Қараптан қарап пайғамбар Абу Бәкір жәннаты фи жанна деп айта салған жоқ, Абу Бәкір жәннаты деп. Өйткені ол Абу Бәкірдің Аллах сүйетін істері көп болған еді. Біз білетіні де, білмейтіні де. Сол үшін ол лайықты болды. Бұның ішінде бізге керекті болғаны, жаңа өлікті жуудан кейінгі және бір мәселе, ол өліктің жаназасына шығаруға байланысты сауаптың жазылатындығы. Ал өлікті жууға, оның кебіндеуге, оны әтірлеуге, оны көтеруге, оған жаназа оққанның жаңағы хаража мин хатиятихи мисла яуми валада дегендей болатын болса, ол тура анасынан туған сәбидей тап-таза пәк болады деп күнәдан ажырататын болса, онда біз шынымен мақсатымыз күнәдан ажырау, одан құтылу. Өйткені ол күнәні о дүниеге арқалап баратын болса, онда қасірет. Өйткені біз таудай күнәні айтпай-ақ қояйық, өзімізге есіме түскен зәреміз ұшатын. Аллах Құран айтқан: "Фамай яъмал мисқала зарратин хайран яра, ва май яъмал мисқала зарратин шарран яра" деп кеткен. Шаңның тозаңындай нәрсе үшін жауап бересің дейді. Шаңның тозаңындай күнә бойыңда кетті ма, сол үшін сұрақ бересің, Құдай көзін көрсетеді дейді. Субханалла, егер біздің сондай бір күнәдан арылуға мүмкіндіктеріміз болатын болса, сол нәрсені істеп, күнәдан арылып кетуімізге әрекет жасауымыз шынымен де өте бір керекті нәрселердің бірі болып қалады екен. Одан кейін өлік жууға байланысты кейбір нәрсені айтып кеттік. Әйелді әйел жуады, еркекті еркек жуады. Күйеуіне әйелін, әйеліне күйеуін жуған жақсы деп кеттік. Ал енді кішкентай нәресте балалар болатын болса, ұл бала болатын болса, 6 жасқа дейінгі ұл бала болатын болса, оны әйелдер жуа беруге рұқсат екен. Ал қыз бала болатын болса, ол мәкрух болып қалады екен. Ғалымдар онша қаламаған. Ол жаңағы қыз баланы жаңағы әйелдер жусын дейді. Бірақ әкесі жақыны жуса, ол айып емес болып табылады екен. Келесі мәселе, өлікті өлгеннен кейін жуудық, кебіндедік дейік. Кебіндеуге байланысты хадис бар. Хойру сиябикум албаят дейді. Сендердің ішінде киімдерің жақсы ақ киім дейді. Факаффину фихи ва албисуха, факкину фихи маутакум албисуха. Сол ақ киімде өліктеріңді кебіндеңдер, соны киізіңдер деп кеткен хадис бар. Сонда кебінің ақ болғаны жақсы. Енді бұл кебін мәселесінде бізде енді қазақта ол жағынан кемшілік жоқ, ол жағын қатырады. Бірақ білмеймін қаншалықты пайдасы бар. Ешбір дайындамастан көшеден бір адамды алып келіп, скафандр кигізіп аспанға ұшырып жіберген сияқты. Ол ақыретке намаз жоқ, ораза түгі жоқ та. Кебін кигіземіз, ал давай вперед деп ұшырып жібереміз ана. Ана скафандр киіп берген адам барған күні өліп қалады да. Суға шашалып өледі ма, қақалып өледі ма, не істерін білмей, жаңағы ол ояқта ештеңені көрмеген, ояқта өлшем бірлік бөлек айда. Сол сияқты өлген адамды біз киген кебіні жәннат қалып барады деп ойлап қалмайық. Сол кебінге дейін өзіміз тірлігімізді істеп қалуымыз керек те. Кебінге дейін тірлігімізді дұрыс істеп қалуымыз керек. Сонда ол кебін сен дайындаласың, сосын барып сен скафандрың болып шыға келеді. Дайындалмай киген скафандр сені космонавт қылмайды. Дайындықсыз адам скафандрды 10 жерден кейін космонавт болып кетпейсің. Сен намазыңды оқымағаннан кейін, Құраныңды білмегеннен кейін, ла иляха иллалланы түсінбегеннен кейін, саған жібектен керексің, алтыннан десең, кебін кигізіп қойсын, ол сені жәннатқа алып бара алмайды екен. Келесі тақырыбымыз татайюб дейді, өлікті жұпарлау. Бұл нәрседен біздерде істелінеді. Яғни шынымен бұны қарап тұрсақ, Аллах та Құран айтады: "Ва аматаху фаақбара". Сендерге өлім берді, одан кейін қабірге қойды дейді. Бұл Аллахтың құрметі. Міне өлікті сыйласақ осылай сыйла. Өлікті сыйлау деген осы. Өлікті сыйлау деген осы болып табылады екен. Бұл жалпы біліңіздер, мұсылман дінін толық ұстамаған адам еш уақытта өлік сыйлай алмайды. Мұсылманшылықты ұстап жүргендер өлікті сыйлайды. Мұны солар құрметтейді. Қалғандардың бәрі өлікті сыйлап жүрген жоқ. Өлікті қинап жүрсіне тонна тастап. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір күні кетіп бара жатсақ, бір кісі сахабасы қабірге сүйеніп отыр екен. Пайғамбар айтады: "Қабірдегі қинамасайшы" дейді. Бір адамның жамбастап сүйенгеннен қабірдегі қиналатын болса, оның үстіне 10 тонна, 20 тонна кірпіш апарып қалап тастап, сен қай жақтан рахат беріп жатсың оған? Қандай рахат беріп жатсың сен?
сен өзіңе тек қана атақ керек болды, басқа ештеңе емес. Яки болмаса аңқау елге арамза молда деген сияқты бір молданың әйтеуір осыған ақшасы бар адам екен, қарсы ештеңе айтпай ақ қойыншы деген сияқты жасырғанына байланысты сонымен кетіп қалдың. Сөйттің де соны ойлап жатсың. Ой, бір өлік аунап түсті дейсің да, үстіңе көрейікші кірпіш бастырып қойып аунап түсерсің сосын. Бұл жаңағы және бір нәрсе өлікті сыйлауда, бұл жаңа әтірлеу дейді. Оны жуғаннан кейін, кебінден кейін иза ажмартумул маййита фажмиру саласын деп келетін хадис бар. Бұл Ахмадтан жеткен хадис екен. Егер сендер өліктеріңді әтірлесеңдер, тақ қылып әтірлеңдер дейді. Оның өзі айтылып кеткен. Қалай осылай емес? Ажмиру саласын тақ қылып, 3 рет тақ қылып әтірлеңдер дейді. Оның өзінде бір есебі, жолы бар екен. Одан кейін өліктің жаназасын көтеру, оған да сауап айтылған. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жеткен хадистерде айтады, кімде-кім барып жаназаға қатысатын болса, оған бір қырат сауап дейді. Қырат деген Ухуд тауының үлкендігіндей. Араб Медина қаласының үлкен таудың біреусі Ухуд тауы. Ухуд тауындай сауапты қаяқта жатыр десең, айтылып жатқан жоқ қой. Сондай сауап дейді. Мұсылман жаназаға қатысаң, екінші кімде-кім оны барып көміссе, көтеріп апарып, оған 2 қырат сауап, 2 таудың сауабы деп айтып кеткен екен. Одан кейін жаназа намазына байланысты және бір нәрсе, намаз. Бұл біздің еншіменде өмірден қайтқан мұсылман бауырымызға істеген нәрсеміз. Жаназа намазы дегеніміз негізі өлікке дұға қылу. Бірақ бір нәрсені естен шығармаңыздар. Егер адам көзі тірісінде намаз оқымаған болса, өлгеннен кейін өзіне оқылған намаздан пайда көре алмайды. Өлгеннен кейін өзіне оқылған намаздан пайда көруі екі талай. Мына Пушкиннің бір жақсы сөзі бар. Читайте намаз, пока над вами не прочитали намаз дейді. Дұрыс айтқан. Біз сондай жүреміз. Ертең пенсияға анау мынау дұрыс қой, көрейін, қазір қолым тимей жатыр, белім жарамай жүр, анау мынау. Енді сонда өзімізге намаз оқып тастайды да, біз оқимыз деп жүрміз. Бірақ біз көзіміз тірімізде, жағдайымыз барда, маңдайымыз сәждеге бармаған болса, онда біздің жаназамызға 1000 адам тұрсын, ол пайда беруі қиын болып қалады да. 1000 адам тұрса да пайда беру қиын болып қалады. Сондықтан өзіңе намаз оқылмай тұрған кезде өзіміз намаз оқып алуды естен шығармаңыздар. Біз әрқайсымыз білуіміз керек. Өлген кезде молда іздеп жүреміз. Әрбір мұсылман қасындағы жақыны кеткен кезде не істей алатынын білу керек. Жаназаны жуындыруды, кебіндеуді, оған ла илаха иллаллахты айтқызуды, қай сүрені оқу керек еместігін әрбір мұсылман білу керек. Оны молда білу керек міндет емес. Онда сен молда жоқ жерде өліп қалсаң не болдың сонда? Ит құсап өлесің ба? Не істеп өлесің? Әрбір мұсылман жаман айтпай жақсы жоқ. Адамдар сыртта жүреді, түзде жүреді. Би ай ардин тамут деп Құдай Тағала айтқан. Қайсы жерде өлетініңді бір Құдай біледі, сен білмейсің дейді. Бір Құдай біледі қайсы жерінде өліп қалатыныңды. Сонда жақсы жолдастан көретін пайдаң, егер сен ол жерде мұсылман болатын болса, ол дінді білетін болса, онда ол сені арулайды, ол сені кебіндейді, ол сені жуады, ол сені шаяды, ол сені жаназаңды шығарады. Ал білмесе, оның пайдасы жоқ болып қалады. Сондықтан бір молда кімге жете берсін, кімнің өлігіне жете берсін. Сол үшін бұл жаназаны әрбір мұсылман білу керек. Ол қиын емес. Өзі 4-ақ такбір. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар 4 такбір айтасың. Арасында бірінші ракаатта субханакаллаху бихамдика айтасың, ханафи мазхабы бойынша. Екіншісінде салауатты айтасың, намаз айтып жүрген Аллахумма солли аля саййидина Мухаммад, Аллахумма солли аля Мухаммад ва аля Мухаммад деген айтасың, салатул ибрахимия деген. Үшіншісінде сен мәйітке дұға қыласың, төртіншісінде такбірін бересіңде, сонымен намазыңды сәлем беріп бітіреді екенсің. Сонда шынымен бұл намаз жайында білуіміз керек. Ол жаңағы дұғасын білуіміз керек. Бір осы қиссаның бірісінде айтады, ілгері өткен мұсылмандардан екен. Бір мұсылман бауырым қайтыс болды дейді, сосын оның жаназасы шығарылатын болды. Қасында көп жүріппіз, бірге тұрыппыз, бірге мешітке барыппыз, бірге ораза ұстаппыз, бірге садақа таратыппыз дейді. Жаңа мұсылман бауырым жақсы жерлер көп еді дейді. Оны өледі деп ойлаған жоқпын дейді. Өліп кетті, жаназасы болатын болды. Жууына қатыстық, кебуіне қатыстық, жаназасына тұрдық дейді. Сол кезде мен жаназа намазындағы дұғаны білмейтін есіме сол кезде бірақ түсті дейді. Өлмейтін сияқты жүре береміз ғой. Бітті. Еш уақытта. Ал өлетініміз нақты болатын болса, онда дайындалып жүру керек та. Не істеу керек екендігін біліп жүруіміз керек. Самолеттің бәрінде аварийный нәрсеге байланысты нәрседе алып жүреді та. Ана аварийный каска, кислородный жаңағы береді маска, аварийный есіктер, воздушный подушкалар, ремендер, бүкілін не қояды да. Бірдеңе болып қалса, креслоның астында мынандай тұр, креслоның төбесінде мынандай тұр, мынаяғында мынандай тұр дейді да. Самолет, ей, қой, авария болмаймыз ғой деп ұшып жүре бермейді да. Әр ұшқан сайын авария боламыз деп ұшпайды олар. Осы ұшып баратқанымыз авария болып қалуымыз мүмкін деп ұшпайды ғой. Авария болмайықшы деп ұшады да. Сөйтіп әр самолетқа барған кезде дайындалады да.
Ал біз ол самолет авария болмай қалуы мүмкін 1000 рет ұшса да, бірақ біз қанша 1000 жыл өмір сүрсек те точно өлетініміз нақты да. Сонда ол нәрсеге дайындалып жүруіміз керек. Кислородный маскамызды да, парашютымызды да, бүкіл нәрсемізді, ля иляха илламызды да, Құранымызды, намазымызды дайындап жүруіміз керек. Егер оны дайындамасақ, ал енді аспаннан, самолеттен парашют секіріп көр. Осы айтады, сол бауырым қайтыс болды, сосын жаназа намазын оқыдым дейді. Бірінші ракағатында Фатиха сүресін оқыды, енді Хамбали мазхабында солай келеді. Бірінші ракағатта, яғни бірінші тәкбірден кейін Фатиханы оқыдым, екіншісінде салауатты оқыдым, оны айтыр білем ғой, намазда қолданып жүрген. Үшінші бауырыма дұға жасайтын кезде не істеу керек екенін білмей қаптым дейді. Қандай дұға айтам? Сасып қалдым да, сосын былай деп айттым дейді. Е Алла, мынау бауырым қайтыс болды, сенің құлың ғой. Айтар қолынан келгенше құлшылық істеді. Егер бұл менің қонағым болғанда құрметтейтін едім. Енді ол сенің қонағың болды, сен өзің құрметтеш деп қана сөзді айттым да қойдым дейді. Кейін арада көп уақыт өтті. Жаназа қатысқан бірнеше кісілер, екі адам бірдей түс көріпті. Екеуі де түсінде жаңағы кісіні жолығыпты. Не болды десе, Құдай мені кешірді. Айтыр, сол сендердің дұғаларың бар, соның ішінде жаңағы бауырымның дұғасымен Аллах мені кешіріп жіберді депті. Сосын барса, сен не дұға айттың десе, мен дұғаны білмей қалдым, ұят болды. Енді не айттың десе, мен айтқаным сол, Алла, ол менің қонағым, оны құрметтейтін ем, ол енді сенің қонағың болып кетіп баратыр, құрметтеші деп айттым деген екен дейді. Егер біздің сөйтіп айтқанымыздан құрметке болатын болса, ондай болатын біз Құранда, сүннетте келген дұғаны жасайтын болсақ, онда өлікке қандай жақсылық істейміз да? Қандай жақсылық істейміз? Соған байланысты бір хадис бар. Жалпы Ханафи мазхабында көбінесе бізге қолдан хадисіміз Аби Хурайрадан жеткен хадисті жаназада оқитын дұғамыз. Біз айтамыз, Аллахумма ман ахията минна фахи аля ислам, ман таваффада минна фатаваф аля иман деген сияқты, өмір берсең ислам үстінде өмір бер, өлім берсең иман үстінде өлім бер деген аятта келеді. Болмаса Аллахумма гфир ли хаййина ва маййитина ва шахина ва ғаибин сойин кабир закин унсана деген дұға басталады. Осы дұғаны оқиды Ханафи мазхабында. Е Алла, кешіре көріп жасымызды, үлкенімізді, кішімізді, барымызды, жоғымызды, өлімізді, тірімізді деген дұғаны оқып келеді екен. Және бір дұғалар бар, ол бірнешеу. Соның және бір дұғасы бар екен. Ол дұғада Ауф ибн Малик деген кісі жеткізеді. Бір күні де бір кісі қайтыс болды, сахабалардың бірі, пайғамбарымыз жаназа намазын оқитын болды. Мен де сол жаназа намазына келіп қатыстым. Сонда пайғамбарымыз осы дұғаны оқыды. Мен ол дұғаны естіген кезде жаттап алдым дейді. Бір естігенде жаттап алған. Сонда пайғамбарымыз айтқан, Аллама гфирлаху вархамху, е Алла, кешір мына құлыңды деп айтты дейді. Жаназа тұр, дұға қылып жатыр. Е Алла, кешір мына вархамху, мейірімге бөле. Уафихи уафу анху, сонда бір ғафу ет бұл құлыңды. Де айтады, уакрим нузулаху, баратын жерін құрметте, жәннатына кіргіз деген ғой. Уассиг мадхалаху, қабірін кеңейт деп дұға қылды. Және уанаққихи минал хата кама наққайта саубал абад минад данас, және оны күнәдан сондай тазала, аппақ киімді кірден тазалағаныңдай дейді. Аппақ киімді кірден тазалағаныңдай, оны күнәдан тазала. Ва абдилху даран хайран мин дарихи, және оған сондай бір тұратын жер нәсіп ет, ол бұл өмірде тұрған жерінен де ол жақсырақ болсын. Ва ахлан хайран мин ахлихи, оған сондай бір жан үйе достарды нәсіп ет, олар бұл дүниедегі достарынан да жақсы болсын. Ва заужа мин хайран мин заужихи, оған сондай әйел нәсіп ет, ол әйелінен де дүниедегі әйелінен де жақсы болсын деп дұға қылды. Және айтты дейді, я Аллахумма адхилхул жанната ва айзху мин азабил қабр, я Алла, оны жаннатқа кіргіз, қабірдің азабынан сақта, ау мин азабин нар, және дозақтың азабынан, немесе дозақтың азабынан сақта деп дұға қылды дейді. Пайғамбарымыздың өлген кісіге осылай дұға қылып жатқанын көрген кезде жаңағы сахаба айтады, Ауф ибн Малик деген айтады, фатаманнайту анакуна ана заликал майт дейді. Шіркін, мына өліктің қасында мен жатсам деп айттым дейді. Мен жатсам, пайғамбар осылай маған осы дұға қылса деп айтты дейді. Субханалла, қандай мұсылманнан басқа ешкім өлікті құрметтей алмайды. Қалғаны жылап еңіреп, ойбай кетті, боздағым, пәленшен, түге, балаша қайда қарды, сөйтіп одан басқа ештеңе білінбейді. Ал енді шариғат бойынша соған бір дұғасын, не жаназасын, сондай айтыр, мұсылмандар өлікті сыйламайды деп жүргендердің бір өлікке барып жаназа оқуға жараматқанын көрмей жатырмыз. Бір жаназаға тұруға жарамайды да. Өзінің туған әкесі мен шешесіне жарамай жатады. Шымен сондықтан өлікті сыйлайтын болсаң, сен шынымен мән жөнін білуің керексің. Шымен жаңағы әр күйде болмауы, бұның да шариғатта үйреткен нәрсе. Одан кейін және бір өлікке байланысты бір ісіміз қатысты. Аддуа инда идхалил майти қабраху дейді, өлікті қабірге қойып жатқан кезде жасалатын дұға. Ол енді бисмилла аля миллати расулиллах деп қойымыз керек. Аллахтың атыменен және пайғамбардың сүннетімен, жолыменен өлге және қойдым деп жаңағы қабірге қояды екенбіз. Өлікті қойған кезде бұл нәрсесі бар.
Одан кейін көміп болғаннан кейін жасайтын дұға бар. Көміп болғаннан кейін жасайтын дұғамыз пайғамбарымыз айтқан: "Истағфиру ли ахикум ва салуллаху тасбита фа инну алана юсал". Бауырларың үшін Құдайдан кешірім өтініңдер, оған тұрақтылық сұраңдар. Қазір сендердің бауырларың біз кеткеннен кейін сұралады дейді. Өйткені періште ол жақта сұрақ қояды: "Раббың кім? Дінің не? Сендерге келген пайғамбар кім еді? Кісі кім еді?" деп сұрақтар қояды. Сол үшін ол жерде жасайтын дұғамыз Алла мағфир лаху ва саббитху деген дұға екен. Бұл мұсылман қорғанында бар. Егер білген болсаңыздар, әр мұсылманда осы мұсылман қорған кітап болған өте жақсы. Ода көп нәрсе дұғалар бар. Осы дұғаны айтады екен: "Е Алла, кешір оны, және оған тұрақтылық бер. Періште сұрақ қойғанда қиналмай, қорықпай, қалдырамай, дірілдемей, ойы шашырамай жауап бере алатындай болсын. Е Аллах Тағала, оған тұрақты ет" деп дұға қылуымыз қажетті болып келеді екен. Осы нәрсені білгеніміз жақсы. Және де бір көрген нәрсеміз, осы жақында бір осындай оқиға болды. Қарағанды қаласында өзіміздің мұсылман бауырларымыздың бірі еді. Ол да айтыр мұсылманшылықты қабылдаған кезінде осындай бір жаңағы милиция қызметінде біраз жыл жұмыс істеген, өте сауатты, білімді, дінге сондай құлшынған бір бауырымыз бар еді. Оның сондай бір сауаттылығын және біреусі дінді түсінген соншалықты өзінің туған бауырлар мен әке шешесіне дінді үйрету үшін өте көп жүгіреді. Өте көп жүгіреді. Сол шешесі дінді тыңдасын деп, әкесі дінді тыңдасын деп өте қатты қызмет жасайды. Өте қатты қызмет жасайды. Сөйтіп солар жүгіреді. Менің өзімді қанша мәрте шешесіне уағыз айтуға, әкесіне уағыз айтқызуға, ағасына уағыз айтқызуға алып барған. Кән сұрап, қай кезде уақытыңыз бос? Бір сағат болса ағасына звондап, екеуін уақытын сәйкестендіріп, барып ол ағасын бар шақырып келіп, оған уағыз айтқызып, бәріне жүрді. Сондағы мақсаты шіркін-ай, бұлар дінді білсе екен, ертең ерте ме кеш пе біреу өтіп кетсе, өкініште қалып кетпейін деген мақсаты ғой. Міне сол бауырлымалдық деген осы, міне әке-шешені жақсы көру деген осы. Сөйтіп жүрді. Сөйтіп жүргенде Аллахтың қалауы, оның шешесі осы жақында дүниеге тапсырды, соған байланысты айтып отқан жан тапсырды, соған байланысты айтқан нәрсем. Сонымен жүрді дейді. Шешемнің айтыр үйттім, бәрін мойындай бастады, бірақ намазға әлі келмейді, әлі бастамайды намазды, әлі маңдай сәждеге тимейді. Сонымен өмір өтіп жатты. Шіркін-ай, маңдай сәждеге тисе екен, дінді түсінсе екен, таухидты білсе екен деп армандап жүрді. Таухидты біле бастады, бірақ құлшылыққа келе бастамады. Сөйтіп жүрген кезде ол жігіттің және бір әдеті, әрқашан таң намазын мешіттен барып оқиды, қалдырмайды. Содан кейін бар таң намазын оқиды, намаз оқып біткеннен кейін сол мешітте отырады, біраз таспих қайырып, духа намазын оқиды, одан кейін жаңағы жұмысына кетеді екен. Көбінесе сол мешітке барған кезде костюмшең, шалбаршаң, қызметке баратын, киіммен барып қалатын, содан болып қалады екен. Ол бауырымызды Аллах та біз ойлағаннан жоғары етсін, ол бауырымызға Аллах Тағала өте хайырлы білімдер нәсіп етсін, ол бауырымызды мұсылмандарға үлгі етіп қойсын деп біз Аллахтан тілейміз. Сонда жаңағы бауырымыз сөйтіп жүрген кезде бір күні және таң намазына барса, мешітте адам қаптап жүр дейді, таң қалады. Ой, мынау не? Бұндай таң намазына келмейтін адамдар қайдан келіп қалды? Сөйтсе бұл қажылыққа баратқан кісілер екен, жолда көліктері бұзылып, қай жаққа барарын білмейді, бөтен жер, бәрі мешітке барыпты. Енді жаңағы көлікпен жете алмайтын жеткен, енді жермен баратқан визасын ауамен баратын визаға ауыстыру керек. Оған олардың шамасы жоқ. Бөтен жер, бөтен тіл, бөтен ақша. Соны бұлар не істерін білмей қиналып мешітте жүр екен. Мешітке алғаш келген жаңа жігітті көріп қалады. Ұзын бойлы, сымбатты, үстінің бәрі киімі тап-таза, мынау тегін адам емес деген ойлайды. Жабысады, айналайын бауырым, бізге көмектес, жәрдем ет. Не болып қалды? Біз жолдан қалып кеттік, енді бізді қажылыққа жөнелтіп жібер дейді. Ой, мен қолынан келмейді. Жоқ, сенің қолынан келеді. Аллахтың разылығы үшін. Ой, мен оны білмеймін. Жоқ, сенің қолынан келеді деп жабысады. Аллахтың разылығы үшін деп, кемпірі бар, шалы бар, жасы бар, үлкені бар, жалынғаннан кейін бұл шынымен де бір сауап тауып көрейінші деп қолға алады. Кішкене компьютерді білетін жол бар еді, заңды білетін жол бар еді. Іздестіріп, қалай ауыстыруға болатын жолын тауып, басқасын қылып, қалтасын ақшасын шығарып, самолетіне, ұшағына үлгергізіп, бәрін өзі алып барып, шығарып сауап тұрған кезде Алла риза болғаннан оған айтады, енді не сұрайсың соны айт дейді. Біз қажылыққа барған кезде сен сұраған нәрсеңді әкеп береміз дейді. Не сұрайсың соны айтшы дейді. Бұл күніміз жиналып қаржымызды аямаймыз. Жоқ, маған ештеңе керек жоқ, мен бұны Аллахтың разылығы үшін істедім. Жоқ, енді жарайды, ол сауабын саған берсін, біз саған бұны сатып алайын деп отқан жоқпыз сенің сауабыңды. Бірақтан біз сол енді бір ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Айтшы деп қоймай жанын алқымдап, сосын есіне түсіп кетеді. Менің анам бар дейді. Сол Меккеге жеткеннен кейін анама дұға қылыңдаршы, намаз оқысын дейді. Жарайды, болды дейді. Бұлар кетеді, кейін бұл қалады, кейіннен кейін сояққа жеткен екен, Қағбаның түбіне барған екен, құлшылығын жасаған екен. Кейін бұл жігітке телефонға звондапты. Ассалаумағалейкум, ва алейкум салам рахматуллах. Не болды? Біз сол сен жүрген адамдармыз. Міне осы Қағбаға келдік. Сенің жаңағы талабымыз есімізге түсті. Туған шешеңе дұға қылдық, Аллахтан тілегімізді тіледік депті да. Ой, рахмет, Алла разы болсын дейді. Үйіме барсам, шешем дәрет алып жатыр дейді. Не істейін деп жатсыз? Не істеймін, намаз оқимын деп айтады дейді. Іздеу керек.
іздеу керек жолдарын. Ертең сол өліп кетсе не істейміз? Қалай үміт етеміз олар жәннатқа барам бармаймын деп? Қиналып жүреміз ғой, дұға қылайық па қылмайық па деп. Шынымен де осы нәрселерге әрқашан жаңағы талпыну, іздену керек екен. Міне сол және бір бұған шешесі дүниеден қайтты, намазхан болып қайтты, одан кейін 1 жылға жуық намаз оқып, одан да артық болмай әйтеуір, білмеймін, сол Алла тілегі қабыл етілгеннен кейін сонымен жүрді. Bir күні шешесі сол намаз қылған күйінде қайтыс болған кезде, ол бауырымыздың достарының көпшілігі мұсылман болып шықты да, жаназасын мешітте барып шығаратын болып қалды. Сонда оның мешітіне нағыз сүннетті ұстап, дінді ұстап жүрген 200-ден астам бауырлар барып жаназасына тұрды. Шешесін жуғу мәселесінде қатысып жатыр мұсылман қарындастар. Шешесін көтеру, алып жүру біреудің қолына жеткізбей қойды. Туғандары ұстай алмай қалды нәсілкан. Мұсылман бауырлар жаназасын шығарды. Әрқайсының қолында мұсылман қорғаны, не оқимын деп түнімен жаттап келген, барып жаназасын оққан, апарып қабірге қойғанда қай дұғаны айту керек, қалай көму керек, қалай не істеу керек. Таза сүннет бойынша шешесі кетті да. Субханалла. Кейін жігіттің өзі келіп айтты, мен бір жағынан қиын, шешеңді қимайсың, бір жағынан қуанып тұрмын дейді. Өйткені мен ешбір уайымдамастан, күдіктенбестен анама дұға қылу мүмкіндігіне ие болдым дейді. Өйткені мұсылман күйінде кетті ғой дейді. Субханалла, бұл үлкен нығмет. Бұны түсінуіміз керек, бұған жеткізуіміз керек. Өйткені пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға байланысты бір оқиғаны айтып кетейік. Енді Аллах Тағала баршамызды кешірсін, кемшіліктеріміз болса әйтеуір жасырсын, біздің жақсылығымызды асырсын, бізге сауап іске құмарлығын нәсіп етсін. Осы дінді бізге үйретіп кеткен пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның басынан өткен бір жағдайлар бар. Сол жағдайдың біреусі, бір арабтың үлкен шейхі осы Қазақстанның жеріне келеді. Соның балалар енді сұрақ қойды. Ана сұрақты қояды, мына сұрақты қояды, кей кезде әйтеуір ойға келмейтін сұрақтарды қояды, шейхтің өзі білмейтін сұрақтарды қояды дегендей. Сол сұрақтардан қойып жатқан кезде сұрақтың біреусінде бір жігіт жаңағы арабтың шейхіне сұрақ қояды. Пайғамбарымыздың шешесі жәннатқа бара ма деген сұрақты қояды. Шейх үндемей қалды дейді, түсі бұзылды, жауап бермеді дейді. Естімеген сияқты отыра берді. Біраздан кейін пайғамбарымыздың шешесі жәннатқа бара ма деп қайттан қойдан жігіт қоймай дейді. Сосын шейх жайлап бұрылып жүріп кете бастады дейді. Сосын біраз ұмытылғандай болды ғой деп ойлап тұрып, түсінгеннен кейін ана жігіт қайттан келіп шейх қайтты дейді. Пайғамбарымыздың шешесі жәннатқа бара ма деген кезде көзінен жас төгіліп кетті дейді шейхтің. Көзінен жас төгіліп кетті дейді. Субханалла, міне дінді түсінген адамдар да. Міне Құранды білетін адамдар, міне хадисті білетін адамдар ештеңе айта алмады. Бірақ бұған мынандай бір хадис бар екен. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір күні өзінің шешесінің қабірін зиярат ететін болады. Сахабалар бәрі бірге ілесіп барады қабіріне. Пайғамбар барды дейді қабірдің басына, бірақ та пайғамбарымыз жылап жіберді дейді. Жылап жіберді, сосын дауыстап айтты дейді біздің бәрімізге: мен Аллах Тағаладан шешем үшін кешірім сұрайынша рұқсат берші деп сұрап едім, Аллах рұқсат бермей қойды дейді. Рұқсат бермей қойды дейді. Сосын мен айттым: я Алла, ондай болса шешемнің қабірін зиярат етуге рұқсат берші деп, рұқсат деп айтты дейді. Жылады дейді. Субханалла, ертең сол айтыр дүниеге келген шешемізге, әкемізге дұға қыла алмай қалатын болсақ, бұл үлкен қасірет. Уақытты босқа өткізбеуіміз керек. Дұға қылуымыз керек. Сол шешеміз бізге түн ұйқысына түн 4 бөліп бесігімізді тербеткен болмаса, біз ең болмаса түннің тахаджудына бір тұрып Алладан дұға қылсақ болар, иә? Аллах Тағала әке-шешелерімізге иман берсін, дінді түсінуін нәсіп етсін, жалған ұғымдардан сақтасын, Аллахтың Құранындағы ілімдерін нәсіп етсін, пайғамбарымыздың өсиеттерінен ілім алуды нәсіп етіп, олардың шынымен де мұсылманшылығын көз түрімізде көріп, қуануды Аллах баршамызға нәсіп етсін. Келесі тақырып өлгенге қатысты зияратул құбур дейді. Қабірді зиярат ету мәселесі. Бұл да мұсылманшылықта білуіміз керек. Қазір өйткені қабірді зиярат ету екі түрде тұрады. Зиярату шар'i,
шар'ия, зиярат бид'ия деп келеді. Шариғат бойынша зиярат етудің түрлері, одан кейін бид'ат бойынша зиярат етудің түрлері. Бізде кей кезде мынау ақ жол, ақ сұңқар дейтін бұлар бәрі бид'ат, тек қана бид'ат емес, оның ішінде ширк қосылған зиярат түрлері болып кетті. Ал қабірлерді зиярат ету шариғатта бар. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзі де түннің ортасында пайғамбарымыз үйіменен қабірстан өте жақын болатын, Бақиғ деп аталатын қабірстан. Ол жер әлі күнге дейін бар, 15 ғасырға асып баратыр. Сол қабірстанның бар болғанына ол жерде 10 мыңға жуық сахаба жатыр. Сол жерде пайғамбарымыздың баласының денесі де жатыр. Сол пайғамбарымыз үйінің қасында болатын еді. Пайғамбарымыз кей кезде орнынан тұрып, сол қабірге барып дұға етіп қайтатын еді. Сондықтан ислам шариғатында қабірді зиярат ету бар, бірақ мұсылманның қабірін. Қабірді зиярат ету деген мақсатымыз екі мақсат. Бірінші, өлетінімізді еске алу, екіншісі сол өлгендерге дұға қылу. Оларға жәрдем сұрау, оларға кешірім сұрау, олардан сұрау емес. Біздегі қазіргі нәрсе ақыретті ойлау емес, дүниені ойлап барады да. Барайын моланың басына түнеп қайтайын, Құдай маған жип беретін шығар, қызметке тұрғызатын шығар дейді. Яки болмаса оларға емес, олардан сұрап барады да. Өлген адам әлбетте тіріге ешқандай пайда келтіре алмайды екен. Енді осыған байланысты пайғамбарымыз үйретіп кеткен, соң қабірге барғанда айтатын дұғаны да пайғамбарымыз үйретіп кеткен, не айту керек екенін, жаңағы қалай істеуіміз керек екенін пайғамбарымыздан жеткен хадис айтады. Қабірге барғанда пайғамбар солай істейтін еді, солай үйреткен. Ассаламу алейкум ахлад дияр минал муъминин вал муслимин ва инна иншааллах бикум лахикун деген дұғаларды айтқан екен. Жаңағы осы қабірде жатқан мұсылман ер кісілер, мұсылман әйел кісілерге Аллах тағаланың тыныштығы, сәлемі болсын. Және Ва инна иншааллаху бикум лахиқун. Иншааллах деген сөзді бәріміз білеміз ғой, аудармасы қалай? Құдай қаласа. Онда мына хадисті қараңыздар, қандай мағына шығайын деп тұр. Құдай қаласа біз де сендердің арттарыңа барамыз. Қаламаса өлмей жүре береміз деген мағына болып қалмайды burada. Бұл жердегі және бір мағынасы бар екен. Иншааллахтан соны араб тілін білу, бұл өзінше жеке нәрсе. Сондан мен ағашты ағаш, суды біле салдым деген бұл араб тілін әлі толық білдім деген мағына емес. Бұл жерде иншааллах деген мағынаның және бір мағынасы бар. Сөзсіз барамыз деген мағынада. Сөз жоқ, бізде бір күні сендердің арттарыңа барып, осы бір төмпешік болып қаламыз дейміз да. Жер бетінде қанша даңдайсақ та, қанша даңдайсақ та, ассақ та, тассақ та, бассақ та, қашсақ та, бір күні біз бір төмпешік болған басқа түк емеспіз деп мойындау екен. Сондан бұл жерде және біліп тұрмыз, насаллаллаху лана ва лакумул афияти, сендерге және өзімізге Аллахтан кешірім сұраймыз деп, Алла магфир лахум, Алла мархамхум, Алла оларды кешір, Алла оларды мейірімге бөле деп дұға қылады екен. Бұл дұғадағы және астында бастапқы нәрсеге көңіл бұрыңыздар. Ассаламу алейкум ахлад дияр минал муъминина вал муслимин деп келген. Болмаса жаңа бір неде ассаламу алейкум ахлад дияр минал муслимина вал муслимат вал муъминина вал муъминат деп келеді. Қабірде жатқан мұсылман мұсылман әйелдерге Аллахтың сәлемі болсын дейді. Мұсылмандарға айтылады. Осы сөзді міндетті түрде қабірде жатқандағыларға да дұға қылуға болмайды жалпы. Өйткені ол қабірдің ішінде атеист жатқан шығар, Құранды ертегідегі жатқан деген біреу жатқан шығар. Ондай адам бір жаңағы дінмен жүрмей дінге қарсы жүргенде жатқан шығар. Мұсылмандарды кінәлаған адам жатқан шығар. Мұсылмандыққа зиян берген адам жатқан шығар. Құдайды анекдот қылған адам жатқан шығар. Пайғамбардың сөзін келеке еткен адам жатқан шығар. Оларға дұға жоқ. Оларға азап ояқта жатқан жер. Сондықтан ол жерде мұсылмандарға болсын Аллахтың тыныштығы дейміз. Сондықтан бұл дүниеде сен дінді ұстап өтпесең, өлгеннен кейін де артта қалғандардың дұғасының пайдасын көре алмайды екенсің. Біз енді уақытымыз жақындап келе жатыр, бірақ тағы біраз тақырыбымыз қалып отыр иншалла. Нарда енді біздің тақырыбымыз тағы толық аяқталмаған еді, бірақтан иншалла біздің мүмкіндігіміз бар сияқты. Алла қаласа ертең сағат 3-те тағы жолығамыз дейді. Сол кезде осы өлікке қатысты тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Өйткені оның ішінде әлі біраз тақырыптар бар, бізге өте қатысты болған. Біз соны білуіміз керекті болып қалады екен. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Салам аля расулилlah. Бүгін енді Алла қаласа кешегі сабағымыздың жалғасы. Кеше біраз біз осы өлген кісіге қатысты мәселелерді не істей аламыз, өлгендерді шариғат бойынша қалай құрметтеледі деген тақырыпта біраз айтып өткенбіз. Жалпы келген кезде бұл нәрсені білу тек қана өлгендерді қалай құрметтейміз деген тақырыппен ғана шектеліп қалмайды. Шынымен де ертеңде біз өзіміз соған баратынымыз рас. Әрбір адамға бұл үшін ақиқат нәрсе. Сол үшін Құранда да өлімнің бір атын ақиқат деп атаған, яқин деген сөзбенен. Ол сөз біздің тілімізде де бар, айқын деп келген. Яғни уъбуд роббака хатта яътиякал яқин дейді. Саған айқын жеткенше Құдайыңа құлшылық қыл деген аят бар. Оның мағынасы яғни саған өлім жеткенше Құдайыңа құлшылық қыл деген мағына болатын. Сол үшін бұл нәрсе тек қана біздің өлгендерге ғана пайдалы деп есептемейміз. Бұл нәрсені бұл өз
өзіміз үшін де пайдалы болып табылады. Ертең ол шынымен де біздің басымызға келетін нәрсе. Соны өзіміз біліп жүрсек, өзгелерге білдіріп жүрсек, онда шынымен де бұл дүниеден өтерде де сол кішкене шариғатқа сәйкес өтуімізге мүмкіндік табуымызға жағдай береді екен. Біз кеше сол анау біраз тақырыптар өтіп кеттік. Талқин деп қоямыз, жаңағы өлетін адамға ла илаха айтқызу, одан кейін ta'ziya, өлгендердің жаңағы жақындарына сабырлыққа шақыру, енді жаңағы көңіл айту дейді бізде. Оның дұрыс жолдары шариғат бойынша қандай сөз айтылуы керектігін соны айтып кеттік. Одан кейін жаңағы егер өлген жерде көз жылайтын болатын болса, жылаудың екіге бөлінетіндігі, қайсы шариғат бойынша рұқсат етілетіндігі, қайсы шариғат бойынша рұқсат етілмейтіндігі тақырыптарда біраз қозғап кеттік. Одан кейін өлген кісі туралы ол кісінің жақсы жақтарын ғана айтуға мәселесін айтып кеттік. Егер ол мұсылман кісі болған болатын болса, одан кейін өлікті сүйген ешқандай айыбы жоқ. Ясин сүресі өлікке оқылатын болса, қалай оқылу керек, қай кезде оқылу керек, не мағынада оқылу керек, сонысын да біраз біз қозғап кеткенбіз. Одан кейін өлер кезде жақсы ойда болу Аллах Тағала туралы, одан кейін оны кебіндеу, оны жуу деген мәселелерді, оны көтеру, оның жаназасын оқу, мәйітті қабірге қойғандағы дұғалар, қабірді қойып болғаннан кейінгі дұғалар, және қабір зияратын біз айтып өткенбіз. Бүгін енді сабағымызды жалғастырамыз, Алла қаласа. Енді келесі нәрсеміз мына өлген жердегі тамақ мәселесі. Енді бұл бізде жиі болып кетті. Шынымен кей кезде сондай үлкен кейбір жерлерде салмақта түріп жатыр. Өлген жерде дастархан жайылуға бола ма, болмай ма деген мәселелерде біз білуіміз керек. Енді әрбір мұсылман, естеріңізде болсын, әрбір мұсылманмын деген адам, бұл мұсылманшылықтың бір жақсы жері бар. Ол ілім іздеуге деген құлшынысы болу керек. Әрбір мұсылманда кемі аптасына 1 сағат сенде айтқанда ілімге уақыт бөлетін болуың керексің. Кемі аптасына 1 сағат. Өйткені бізге түскен Аллах Тағаланың кітабының ең бірінші аятының өзі, ең бірінші бұйрық адамзат баласына берілген бұйрық не? Иқра бисми рамбикаллази халақ, оқы, жаратқан Раббыңның атымен бастап оқы деген. Және де аятта келеді: иннама яхшаллах мин ибадихил улама, Құдайдың құлдарының ішінде Құдайдан көп қорқатындары білушілер деп келген. Яғни дұрыс білім Құдайдан қорқуға алып келеді. Егер ол білімді біз шынымен Аллахтың разылығы үшін алған болсақ, ол білімді Құдайдан қорқу үшін алған болсақ, дінді жеткізу үшін алған болатын болсақ. Және де осы тұрғыда айтып кетеміз, сондықтан дінді ұстаған кезде өте сауатты ұстауға тырысуымыз керек. Аллах Тағала сол үшін Құранда айтты: ла тақфу ма лайса лака бихи илм. Еш уақытта білімің болмаған нәрсенің соңына ерме деді. Әрбір амалдың алдында ілім тұру керек екен. Сол үшін егер әрбір амалдың алдында ілім тұрмаса, әл-амалу биля илмин джинаятун дейді ғалымдар, ілімсіз амал жасау қылмыс болып табылады. Бұның мысалы хирургияны оқымаған, бірақ адамға соғыршек болғанға операция істеп жатқан адам сияқты да. Ал дін одан да күрделі нәрсе. Дінде үлкен жауапкершілік бар, бұған үлкен сауаттылық керек. Дін өте оңай негіз. Дін өте оңай. Бірақ дін қиын емес, бірақ ол ойын емес екен, естен шығармауымыз керек. Сол үшін бұл нәрседе, бұл дін стануда жәннатқа кіру үшін, дозақтан құтылу үшін, оны 99-дағы кемпір мен шал да істей алады, оны 9-дағы бала да істей алады. Сонда діннің қағидасы оңай. Тек қана бұл жерде бір бейберекеттікке, ғапылдыққа, сауатсыздыққа бойырмаса болды. Істеп жатқан ісіміз Құранда бар ма, жоқ па, соны қадағалап отырсақ, сүннетке сәйкес па, сәйкес емес па, соны қадағалап отырсақ болды. Ар жағын көп қиналудың қажеті жоқ. Өзінің тура жолда келе жатқанын білу үшін 3 қағида бар, соны білсеңіздер болды. Діннің егесі Алла, пайғамбар жеткізуші, менің міндетім атқару болды. Оған жаңалық енгізу анау біздің міндетіміз жоқ. Біздің міндетіміз білгенімізді атқару болып келеді екен. Сол үшін де бұл дін валақат саррафна фи хазал китаб мен күл мәселеде келеді ғой. Біз Құранның ішінде бүкіл нәрселерді айтып кеткенбіз дейді. Сол үшін Құранда бүкіл нәрсе қамтылған. Соның ішінде осы өлген кісіге қатысты мәселелер, өлікті жөнелтуге қатысты мәселелер болып отырған. Және сабақта мұқият тыңдауға тырысыңыздар. Аллахтан шынымен де ниет қылыңыздар. Аллахтан бізге хайырлы ілім берсін, ақиқатты ақиқат қылып көруді нәсіп етсін, және соған еруді нәсіп етсін, өтірікті өтірік қылып көруді нәсіп етсін, және одан сақтануды нәсіп етсін. Аллах Тағала бізге дүние ақыретіміздің жақсылығын алып келетін білімдерді нәсіп етсін деп Аллахтан сұрап отыруымыз керек. Өйткені Аллах Тағала өзінің сүйікті құлы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өзіне Құран аятында Құл айт деді, Рабби зидни илма, ей Раббым білімімді арттыр деп сұра деген. Егер пайғамбардың өзіне солай сұрауға бұйырған болатын болса, онда сіздер де естен шығармаңыздар. Әрбір намаздардың соңында, сол өмірлеріңізде дұға қабыл болатын жерлердің дұғаларының арасына Рабби зидни илман деп сұрап жүріңіздер. Ей Раббым ілімімді арттыршы, ей Раббым ілімімді арттыршы деп сұрап жүріңіздер. Өйткені бұл мұсылманшылықтың күші де қуаты да сол білімде жатыр. Осында жатыр. Сол үшін мұсылмандықты әлсірету үшін де оларды Құранға жақындатпау керек болған.
Бұрынғылардың қағидасы өзі сондай болған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам кезінде тұсында өмір сүрген адамдардың өздері айтқан, адамдар пайғамбардың соңына еріп кетпеу үшін оған мына нәрсені істеуіміз керек. Қалаллазина кафару, кафирлер айтты дейді, ла тасмау ли хазал Құран, Құранға құлақ салмаңдар деген да. Құранға құлақ салып қойдың, бітті мұсылман болып кетесің деген сөзді. Бізде де қазір сондай, Құранымыз Құран болып қалды. Болмаса, егер ләж жоқ Құранға құлақ салатын болсаң, валғау фихи, лағыңдар дейді, темадан шығып кетіп отырыңдар дейді. Лааллакум тағлибун, мұсылманды жеңетін жол осы ғана дейді. Мұсылманды тек қана осылай жеңуге болады дейді. Қалған нәрсемен еш уақытта мұсылман жеңуге болмайды. Мұсылманды жеңетін нәрсе мұсылманның жаңа Құранын оқымау, Құранға құлақ салмау, оны тыңдамау, өйткені Құранның іші толған ақиқат. Ал Құран қазір көп адам үшін тек қана өмірдің музей, ал Құранды экспонат қылды. Оны үйіне сервантқа қойып қойғанына, қапшыққа салып кілемнің төбесіне іліп қойғанменен мұсылмандықпен шектеліп қалды. Бірақ Құран ішімен олақад яссарнал Құран али зикри, Құранды біз еске алу үшін жеңіл еттік дейді. Оны оқысақ, үйренсек, әрбіріміздің столымыздың үстінде қай жерде боламыз? Столымыз үстінде біз түсіне алатын тілде Құранның аудармасы, арабша түсінсек арабшасы, қазақша түсінсек қазақшасы, орысша түсінсек орысшасы, өзбекше түсінсек өзбекшесі біздің столымыз үстінде тұратын болғаны жақсы. Өйткені Құранды оқыған сайын біз көп нәрсені түсінеміз, түсінбей жатқан жерімізді білмегелерінен сұрауға мүмкіндіктеріміз бар екен қазір заманда. Сол үшін бұл тақырыпта да шынымен ықтият болыңыздар, әр нәрсенің ақ қарасын ажырата білуге, орта тұсын ұстай білуге, пайдалысын біле білуге. Енді бүгінгі осы жаңағы бұны айтып жатқан себебіміз дастархан, жаңа өлген жерде осы дастархан жаю мәселелері. Дәл қазіргідей бізде істелініп жатқан түрде дастархан жайылу шариғатта жоқ. Кәдімгі өлген жерде дастархан жайып, өлген жерде шығын жасалынып, одан кейінгі 70-40 жылы деген нәрсе жоқ. Бірақ бір нәрсені естен шығармаңыздар. Бұл шариғаттағы соңғы мәселелердің қатарына кіргізіледі. Бірінші мәселелердің алдында емес. Егер ол 70-40-сын өтіп жатқан адамдар, өлген жерде дастархан жайып жатқан адамдар Құдайын әлі танымаған болса, таухидты білмейтін болса, пайғамбарын білмейтін болса, Құранды түсінбейтін болса, намазға келмеген болатын болса, оларға сен ол әңгімеден бастауың сенің уағыз болып есептелінбейді. Уағыз, бірақ даналығы жоқ уағыз болып қалады да. Сол үшін көп жерлерде бір көреміз, бір жер 70 болған кезде осы 70-не бізге өлке қатса дейік. Өлген күні қонағасы, одан кейін 70-40 жылы. Осы кезде не істейміз? Ал бұл нәрсе шариғатта жоқ екен. Баруға бола ма, баруға болмай ма деген сұрақ. Бірінші, егер ол сізге қатысы жоқ адам болатын болса, сіздің ол жерге барғаныңыз, бармағаныңыз елдің көзіне түсіп сізді іздемейтін болатын болса, онда өзіңіз іздеп бармай-ақ қойыңыз. Бұл бір. Екінші, егер сіздің қатысыңыз бар адам болатын болса, оларға туыстық қарым-қатынас бар адам болатын болса, сіздің барғаныңыз дұрыс болады. Ертең туыс қарым-қатынастағы сіз ол жерден барып тамақ ішу үшін емес, ниетіңіз туыстық қарым-қатынасты ұстай отырып, ертең соларға дінді үйретем деген мақсат болатын болса, онда сіздің барғаныңыз жақсырақ болады. Ал енді сіз сол жерге барып уағыз айтам десеңіз, онда сіздің баруыңыз міндет болып қалады. Жақсырақ емес, міндет болып қалады. Өйткені шынымен де адамдардан қаша беретін болса, адамдар кім үйретеді дінге? Және ондай өліп болған жерлерде адамның айтқанда жан күйі, психологиясы оған дін жеткізуге дайын тұрады. Сол кезде бір ашық болып тұрады. Сол кезде айтып қалуға көптеген мүмкіндіктер туғызылады. Сондықтан мына бір шынымен де өткен кісіге қатысты болып отыр екен. Қазақ айтады екен, өлген жерге барсаң өлді деп жылама, өлемін деп жыла дейді екен. Сол үшін біз осы нәрселерді білейік деп айтқанымыз жақсы. Ал енді біз айта алмайтын болсақ, біліп тұр, көкірегіміз ақиқатқа сайрап тұр, бірақ тілімізбен жеткізе алмайтын болсақ, онда айта алатын бір адамды ілестіріп баруымыз керек. Яки болмаса мешіттен имам шақырылса, имамға сұраныс жасауымыз керек. Молдаке, имам аға, осылай қылыңызшы, мынандай болып жатыр, мына кісі қайтқан менің ағам еді, туғаным еді, туысқаным еді, мына біз кісілер туысқандарымыз еді. Бұлар осы дастархан жайып жатыр. Бірақ сіз сол жерде осы тақырыптарды айтып кетсеңіз, мен туысқандарыма сол нәрселерді білсе екен деп армандаймын. Олар да дозақтан құтылғаны үшін менің мүддем бар. Жәннатқа кіруін мен үшін арман етем. Сондықтан сіз осы тақырыптарды айтсаңыз деп алдын ала айтсаңыз, онда имам сол тақырыпта дайындалып келеді де, сіздің ол жаңағы дастарханыңыз басында уағыз жасауына мүмкіндік туғызады. Егер сіз 70-сінде 40-ында болмаса қонақ астында уағыз жасауға мүмкіндік табатын болсаңыз, онда барғаныңыз жақсы, қашқаныңыз емес, барғаныңыз жақсы. Сөйтіп барып, оларға сол нәрсені жеткізу керек болады. Енді сол жердегі сойылған малдың еті жеуге бола ма, болмай ма деген тақырыпта. Өйткені кей кезде кездесіп қалады, осында 70-сінде жеген мал, ол сойылған мал, болмаса қонақ астында сойылған мал, бұл жаңағы Аллахтан бөлек нәрсеге арнап